Бесінші тарау. Балалы болу, ата-ана борышы және өзіңді құрметтеу. Біз жүкті болу мәселесінде жұрттың көзқарасымен санасар болсақ, олардың құлы болып өтеміз. Мұны реттеу өз қолымызда. Соня Джонсон. Үй бикесі және күпірлік етуші кітабынан. Бұл тарауда мен балалар мен ата-ана жайлы әңгіме қозғағым келіп отыр. Өткен өмірімде көп баламның болғанына сенімдімін. Алайда бұл өмірде менің балаларым жоқ. Мұны қазіргі өмірімнің бір қажеттілік ретінде қабылдаймын. Бұл жолы ғалам өмірінде көптеген қызықты оқиғаларға толтырды. Мен миллиондаған адамдардың анасына айналдым. Оларға жаңа өмір сыйладым. Өтінемін, баласыз әйел толыққанды тұлға бола алмайды деген қалыптасып кеткен пікірге сенбеңіз. Мүмкін әйелдердің көпшілігі осылай ойлайтын шығар. Алайда бәрі бірдей мұндай пікірде емес. Қоғамның талабы бойынша барлық әйел балалы болуы керек. Сонда ғана бәрі дұрыс болады. Менің ойымша, кез келген заттың өз себебі бар. Егер ана болу тағдырыңызға жазылмаған болса, сіз бұл өмірге басқа миссия үшін келген шығарсыз. Егер балалы болуды қаласаңыз және баласыз өмір мәнсіз деп есептесеңіз, бұл қайғыдан аттап өтіп, әрі қарай өмір сүруге талпыныңыз. Өмір бойы осы мәселе төңірегінде қайғырып өтуге болмас. Өмірімде болып жатқанның бәрі менің пайдама шешілуде. Мен өміріме ризамын. Бәрі тек жақсылықтың нышаны дегенді қайталай беріңіз. Бұл дүниеде ата-ананың қарауынсыз қалған бала өте көп. Егер шынымен ана болу бақытына кенелгіңіз келсе, бала асырап алуға немесе өмірден теперіш көріп, қиындыққа ұшыраған анасы жоқ қыз-келіншектерге аналық махаббат сыйлауыңызға болады. Тіпті болмаса жануарларды құтқаруыңызға болады. Мысалы, менің 4 итім мен 2 қояным бар. Олардың бәрі жануарларды қорғайтын ұйымнан алғанмын. Қай-қайсысы да бұрынғы иелерінен көп азап көрген. Менің түсінгенім, мейлі адамға, мейлі жануарға, әйтеуір біреуге махаббатыңызды арнасаңыз, таңғаларлық ғажайыптар орын алады. Әлемді жақсартуда кез келген әдіс тиімді. Қазір бала туу қабілетін сататын тұтас сала дамып келеді. Бұл бизнеске миллиардтаған доллар инвестицияланады. Ал емхана өнімдеріне сұраныс артуда. Жасанды ұрықтандыру клиникалары жұмыстары ілгері басу үшін барынша күш салуда. Бұл компанияларды бақылап отырған ешкім жоқ. Денсаулығыңызға қауіп төндіріп, жүктіліктің амалсыздан жасалған әрекет болғанын қаламайтын шығарсыз. Лабораториялық ұрықтандыру жаңа қоғамның сәніне айналды. Алайда бұл әдісті дұрыс деп ойламаймын. Егер денсаулығыңыз болса, дүниеге нәресте әкеле аласыз деген сөз. Ал егер жүкті бола алмасаңыз, оның да бір қайыры бар. Өмірдің басқа мәнін табыңыз. Мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдаңыз. Кез келген нәрсенің өз себебі бар. Өмірде басқа да айналысатын істер жеткілікті. Өз басым ұрықтандыру бойынша ем алудан бас тартқан жөн деп санаймын. Бізде әлі де тәжірибе түрінде жүріп жатқан ем-дом жайлы толық ақпарат жоқ. Дәрігерлер әйелдер мен ұрықтарға сансыз тәжірибе жүргізіп жатыр. Оған қоса жасанды ұрықтандыру ісі өте қымбат әрі қауіпті. Бедеулікті емдеу мәселесіне қатысты кейбір жан түршігерлік ақпараттар жеткілікті. Едеуір қаржы жұмсап 40 рет емделген бір әйел жүкті бола алмапты. Тіпті ЖИТС ауруына шалдыққан. Оның көмекке жүгінген донорлардың ішінде ЖИТС жұқтырғаны болғаны екен. Емнің ақшасын төлеу үшін үйлерін кепілге қойып, алайда еш нәтижеге қол жеткізбеген жұптарды да білемін. Бедеуліктен емделмес бұрын өте мұқият зерттеу керек. Бұл тақырып төңірегінде клиниканың ұсынған мәліметінен бөлек бар ақпаратты оқып білу керек. Бәрінен хабардар болып, сақтықпен қараңыз. Түсік тастау тақырыбына келсек, ол да ауыр тақырыптар қатарынан. Себебі ол жайындағы түсінігіміз қаталдықпен, аяусыздықпен байланысты. Қытайдағы жағдай мүлдем бөлек. Онда елдер халық саны өте көп болғандықтан түсік жасатуға міндетті. Түсік жасату әрекетінен әдептілікке әкеп тіреп, тіпті саяси мәселе ретінде қарайтын болдық. Ал қытайлықтар оны қажеттілік деп тапты. Түсікке қарсы топтар әйелдер затын уыстан шығармай ұстау керек дегенді алға тартады. Әйел бала көтеріп, күйеуіне қызмет ету керек деді. Осылайша әйел затының бала тууы да саяси мәселеге айналды. Әйелге түсік жасату туралы шешім қабылдау оңай емес. Баланың дүниеге келуін жоғарыда жіберілген ғажап сый деп санаймын. Дегенмен шарасыз күйге түсіп, ота жасатқан әйелді ешқашан айыптамаймын.
Мексика және солтүстік Бая аумағындағы үнділік емші әйелдерден жүктілікті болдырмайтын шөп туралы естіген едім. Бұл шөпті 2 рет ішсеңіз 8 жыл бойы бала көтермейсіз, әрі еш зияны да жоқ. Табиғаттан барлық ауруға ем табуға болатын бұрыннан білетінмін. Тек құпиясын ашсаңыз болды. Ең өркениетті дамыған халықтар табиғаттан жырақтау өмір сүреді және көмекті химиялық заттар мен хирургиядан іздейді. Мен жүктілік және осы түсік жасату мәселесін әбден ойланып ақылмен шешетін уақытты асыға күтемін. Бұл үшін миымызбен жұмыс жасауымыз керек. Ми денемізде жеткілікті басқарады. Демек санамыз жүктілікті қабылдауға немесе қабылдамауға қабілетті және денеге тиісті бұйрық береді. Өкінішке орай біз әлі де өз денеміздің мүмкіндіктерін қалай толық пайдалану керектігін білмейміз. Ғалымдардың пайымдауынша біз миымыздың тек 10% ғана пайдаланамыз. Бір күні қалған 90% іске қосып, қазір елестете де алмайтын күш-қуатқа ие болатынымызға сенімдімін. Балаңызды ерте жастан өзін-өзі жақсы көруге тәрбиелеңіз. Балаларын жалғыз өзі бағып отырған аналар көп. Бұл өте қиын шаруа. Жалғыз басты аналардың әрқайсысы қол соғып қошеметтеуге лайық. Шаршау сөзінің мағынасын осы кісілер біледі. Ажырасу санының артуына байланысты кез келген әйел баланы дүниеге әкелмес бұрын өзінен «Баламды жалғыз өзім асырай аламын ба?» деген сұрақ қоюы керек. Баланы асырап жетілдіру сіз ойлағаннан да қиын шаруа, ал жалғыз басты анаға тіптен қиын болмақ. Қоғам бұл мәселеге көбірек назар аударып, жалғыз өзі бала тәрбиелеп отырған әрі жұмыс істейтін әйелдерге көңіл бөлуі тиіс. Балалар мен әйелдерді қорғау мақсатында заңдар қабылдануы қажет. Аналардың супер әйел немесе мінсіз ата-ана болу міндетті емес. Баланы тәрбиелеуде жаңа дағдыны үйренгіңіз келсе, кітаптар оқыңыз. Мысалы, Уэйн Дайердің «Балаңызға шын мәнінде не қалайсыз» деген кітабын шолып шығыңыз. Егер балаңызды махаббатпен өсірсеңіз, ол сіздің сырлас досыңызға айналады. Табысты тұлға болып жетіледі. Ал өзіне деген сенімділігі жан тыныштығын әкеледі. Өзімізді жақсы көру баламызға беретін ең дұрыс тәрбиеміз. Себебі олар бізге қарап бой түзейді, еліктейді. Өміріңізді жақсартсаңыз, балаңызда жай-күйі жақсы болмақ. Өзіңізге құрметпен қарасаңыз, жанұяңыздың қадірі артпақ. Жалғыз басты ана болудың жақсы жағы да бар. Себебі сізде ұл бала болса, оны нағыз ер азамат қылып өсіруге мүмкіндігіңіз бар. Әйел адамдар ерлердің тәрбиесі мен іс-әрекеттеріне көп шағым айтқанымен, сол ұлдарды тәрбиелейтіндер де әйелдердің өзі. Егер біз ерлердің ақылды, мейірімді болғанын және әйел жанын түсінгенін қаласақ, онда аналар бұл қасиеттерді ұлдарының бойында тәрбиеленуі керек. Ер кісіден, күйеуіңізден не күтесіз, не қалайтыныңызды жазып анықтап алыңыз. Кейін ұлыңызға осы қасиеттерді сіңіріңіз. Ұлыңыздың алған жары әлі-ақ осы тәрбиеңізге алғыс айтады. Отбасыңызда ұлыңыз бен келініңіздің және сіздің араңызда достық, жылы қарым-қатынас орнайды. Сізден өтінерім, егер балаңызды жалғыз тәрбиелеп отырсаңыз, бұрынғы күйеуіңізді жамандамаңыз. Бұлай жасасаңыз, балаңыз отбасы деген соғыс деп ойлайды да, өскенде некесін майдан даласына айналдырады. Балаға ең көп әсер ететін де анасы. Егер біз әйелдер күш-жігерімізді біріктірсек, келесі ұрпақтың ер азаматтары біз қалағандай тәрбиеде ер жетеді. Мен өзін-өзі құрметтеу пәнінің бастауыш сыныптарда күн сайын өткізілгенін қалаймын. Балақайларға кішкентай кезінен құқығын түсіндірсек, ер жеткенде жан-жақты дамыған, бар мүмкіншілігін толық білетін азаматтар қалыптасады. Ара-арасында маған мектепте сабақ беретін әйелдер немесе ер мұғалімдер хабарласып, осы әдістің көмегімен таңғаларлық нәтижеге қол жеткізгендерін айтып жатады. Ендеше, бүлдіршіндердің дұрыс тәрбиеленіп жатқандарын көру керемет емес пе? Бұл пәндер әдетте бір оқу жылы ғана оқытылады. Дегенмен мұндай қысқа уақыт ішінде де мұғалімдер балаларды жағымды ойларға сендіре алады. Қызыңызды өзін сүюге және құрметтеуге үйретіңіз. Осылай етсеңіз, ол бойжеткен шағында ешкімнің де қорлауына немесе пайдаланып кетуіне жол бермейді. Ал барлық адамдарға құрметпен қарауға үйренеді. Ешқандай ұлт жәбірленуші болып тумайды. Ешбір қыз құрбан болып дүниеге келмейді. Біреуді қорлау немесе қадір-қасиетіңді жоғалтау жүре пайда болатын мінез-құлық. Балалар зорлық-зомбылыққа үйренгені сияқты, қорлыққа шыдауға да үйренеді. Егер қоғамдағы ересек тұлғалардың бір-біріне құрметпен қарауын қаласақ, ұрпағымыздың мейірімді әрі қасиетті болуына аса мән беру керек. Тек осылай ғана қос тарап бір-бірінің абыройын асқақтатпақ.
Егер ата-ана болсаңыз, жақсы үлгі көрсетуге мүмкіндігіңіз бар. Балаға аффирмациялармен жұмыс жасауды және айна алдындағы жаттығуларды үйретуіңізге болады. Айна алдында бірге отырып жұмыс жасаңыздар. Аффирмацияларды қайталаңыз. Жақсы жетістікке жету үшін бір-біріңізге көмектесіңіз. Ұжымдаса отырып аффирмациялар айтатын жанұялардың өмірлері қызыққа толы болмақ. Ол қызыңызға адамның ойы қаншалықты маңызды екенін түсіндіріңіз. Сонда барып өмірлерінде болып жатқан жайттарға қатысы бар екенін мойындап, өмірдің иесі өзі екенін түсінеді. Осы арқылы балаларыңыз өзгеріс жасауға қорықпайтын болады. Ата-аналар көбінесе өз сезімдерін көрсетуден қорқады. Әр отбасында айтылмайтын реніштер, талқылауды қажет ететін мәселелер көп болады. Балалар кез келген жалғандыққа, өтірікке өте сезімтал келеді. Бала 2 жасқа толғанда ата-анасының жаман көңіл күйін айнытпай салады. Жас өспірім сәтте бұл еліктеу одан да әрі күшейе түспек. Балалары қателік жіберсе, әке-шешесі тап беріп кінәлай бастайды. Негізінде кінәлі адам бұл ата-ананың өзі. Егер ұлыңыз не қызыңыз қыңырлық танытса, тереңірек үңіліп көріңіз. Бәлкім баланың қазіргі жағдайы сіздің көңіл күйіңізді көрсететін шығар. Ренішіңізден арылып, мәселеңізді шешкен сәтіңізде балаларыңыздың жақсы жаққа өзгергенін байқайсыз. Көбінесе біз барлық қиындықты басқаларға арта саламыз. Олардың себебін өзімізден іздемейміз. Мысалы, балаларымыздың немесе айналамыздағы адамдардың әрекеттері бізді ренжітсе, ашуландырса, бұл үшін өзімізді еш кінәламаймыз. Керісінше, бар ашуымызды өзгелерден аламыз. Алайда олардың бұған еш қатысы жоқ. Олардың әрекеттері тек ішімізде бұғып жатқан жағымсыз ойлар мен біздің жасырын сенімімізді көрсетеді. Келесіде біреуге қатты ренжісеңіз, ашуға бой алдырмауға тырысыңыз. Оның орнына өзіңізден бұл жағдайдан не аламын? Бұл қиындық маған балалық шағымның қандайда бір кезеңін еске түсіре ме? Басқа біреудің қатесін қайталап жатқан жоқпын ба? Мен өзімді және бала кезімде мені ренжіткендерді кешіре аламын ба? Әлде басқалардан кек алып, іштегі өкпемді солай жеңілдетпекпін бе деп сұраңыз. 6 тарау. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Әйел ретінде әрқайсымыз тән саулығын сақтаудың жолдарын білуіміз керек. Дәрі шығарушы компанияларға сенім артып отыра беруімізге болмайды. Теледидардағы жарнама ешқашан бізге қажетті ақпаратты бере алмайды. Ал дәрігердің рұқсатынсыз сатылатын дәрі-дәрмек көп жағдайда тек ауру белгілерін уақытша тоқтата тұрғанымен толық емдемейді. Егер біз әйелдің рөлі туралы ескі түсінікте қала берсек, денсаулығымызды сақтау үшін ескі әдістерді қолданар болсақ, табысқа жетуіміз қиынға соғады. Медицина және фармацевтика өндірістері әйелдердің күшін алып жатыр. Оны тоқтататын кез келді. Жоғары технологиялық медицина бізге кең көлемдегі қызмет түрлерін ұсынуда. Алайда бұл ем түрлерін қымбат әрі денсаулығымызға зиян келтіреді. Денемізді бақылауға алып, денсаулығымызды сақтауды үйрететін сәт жетті. Сонда ғана миллиондаған өмір аман қалып, миллиардтаған қаржы босқа жұмсалмас еді. Тәніміз бен ойымыздың байланысын нақты түсінген сәтімізде ғана денсаулығымызға қатысты көптеген мәселелер шешімін табады. Өзіңіз туралы, өміріңіз жайлы үйренген әрбір ақпарат сізді сөзсіз табысқа жетелейді. Ішетін асымыздың маңызы. Дұрыс тамақтану ағзамыздың денсаулығын сақтауға үлкен рөл атқарады. Ас туралы негізгі ойым, егер табиғи жолмен өскен тағам түрі болса, жеуге болады. Жеміс-жидек, көкөніс, жаңғақ, дән жерден өсіп шығады. Ал Кока-кола өспейді. Тез дайындалатын тағамдар халықтың денсаулығын құртып жатыр. Супермаркеттегі ең өтімді 5 тауар Кока-кола, Пепси-кола, пакеттегі дайын сорпа, өңделген ірімшік пен сыра екенін білесіз бе? Жоғарыда аталғандардың тағамдық құндылығы өте төмен. Құрамында шекер мен тұз өте көп және соның салдарынан халық арасын індет жайлап жатыр. Одан да дұрыс тамақтану жайында оқып біліңіз, себебі ол денсаулығыңызға тікелей әсер етеді. Өңделген тағам түрінің қаптамасы қанша әдемі болғанымен денсаулыққа еш пайдасы жоқ. Әйелдердің келер ұрпағының жарқын болашағы үшін біз қазірден бастап еңбек етуіміз керек. Мұндай қиын тапсырманы еңсеру үшін күшті, икемді және сау болуымыз керек. Әлжуаз, аурушаң, епсіз қарт кісіні көрсеңіз, дұрыс тамақтанбаған, жатту жасамаған,
жаман ойлар мен сенімдерге толы жан деп ойласаңыз болады. Бұлай болмауы керек. Қартайған шағымызда сымбатты көріну үшін денемізге күтім жасауымыз қажет. Жақында медицина тексерісінен өткен болатынмын. Дәрігерімнің айтуынша денсаулығым өте жақсы екен. Дәрігер мырза 70 жастағы әйелдің жағдайы мүшкіл болады деп күткен екен. Мұны естіп таң қалдым. Денеңіздегі жасушалар тірі болғандықтан оларға да өсіп өну үшін табиғи азық керек. Негізінен жаңа дайындалған тағамды көбірек қолданған жөн. Табиғатта бізге керек астың түрі өте көп. Қаншалық қарапайым ас түрлерін ішсек, денеміз де соншалық сау болмақ. Ағзамызға нендей нәрсе сіңіріп жатырмыз, соған аса мән беруіміз керек. Егер өзіміз бақыламасақ, мұны басқа кімге қажеті бар? Саналы өмір сүре отырып аурудың алдын алуға болады. Түскі астан кейін ұйқыңыз келсе демек, аллергия туғызатын бір нәрсе жеп қойғансыз. Жейтін асыңызға баса мән беріңіз. Күш-қуат сыйлайтын ас түрлерін іздеп табыңыз. Мүмкіндігінше табиғи көкөністер мен жемістер жеңіз. Тек супермаркеттерден алмаңыз. Дәрігер Эндрю Вейлдің өзін-өзі емдеу атты мақаласынан мынандай ақпаратқа кез болдым. Супермаркеттегі көкөніс пен жемістердің ішінде пестицид ең көп түрлері мыналар екен: құлпынай, болгар бұрышы, аш шапырақ, Америкада өсірілген шие, шабдалы, Мексикада өсірілген қауын, балдыркөк, алма, өрік, үрме бұршақ, Чилиден келген жүзім және қияр. Сүт және ет өнімдерін шығаратын өндірістер ақпаратына да құлақ аспаңыз. Олар сіздің денсаулығыңызды ойламайды. Мақсаты тек пайда табу. Малдың еті мен сүт өнімдері әйел ағзасына зиян. Бұл өнімдерді азырақ пайдалана отырып, етеккір кезіндегі ауруларды болдырмауға және климакс белгілерін азайтуға болады. Кофеин мен қант та әйел ағзасына үлкен зиян келтіретін себепшілер. Сондықтан пайдалы ас ішуге дағдыланыңыз. Сонда ғана өзіңізді жақсы сезініп, күшіңіз бен энергияңызды арттырасыз. Денсаулығыңызды қалпына келтіріңіз. Ағзаңызға не керегін зерттеңіз. Егер дұрыс тамақтану арқылы өзіңізге күтім жасасаңыз, салмақ жинау немесе салмақ тастау үшін диетаға отырудың қажеті болмайды. Жаттығу жасаудың пайдасы. Денсаулықты нығайтудың керемет тәсілдерінің бірі жаттығу жасау. Дене шынықтыру денсаулығымызға өте қажет. Мүлдем шынықпасақ, сүйектеріміз әлсірейді. Сүйек қатты болу үшін жаттыққан жөн. Белсенді өмір салтын ұстану үшін жүгіру, секіру, билеу, жай ғана оңай қозғалу үшін денемізді жаттығулармен жаттықтыру керек. Бірнеше белсенді қозғалыс жеткілікті. Өзіңізге не істесеңіз де, ол өзіңізді не жақсы көретініңізді, не жек көретініңіздің белгісі. Өзіңізді жақсы көре отырып, сіз өмірде барлық жетістіктерге жетесіз. Ал физикалық жаттығу махаббат пен денсаулықтың кілті. Қысқа уақытта жасайтын тамаша жаттығу бар болғаны 100 рет секіресіз. Әрі тез, әрі оңай, өзіңізді жақсы сезінесіз. Әннің ырғағына билеңіз, үйіңіздің жанында жүгіріңіз. Кішкентай батут сатып алып секіріп жаттығыңыз. Бұл өте қызық, әр секірген сайын лимфа жүйеңіз жақсарып, жүрек пен сүйектеріңіз нығая түседі. Шағын серіппені ойлап тапқан адам қазір 80-і сеңгіріне келсе де, дене шынықтыру мен дұрыс қартаю жөнінде жағымды жаңалықтарымен бөлісуде. Ешқашан жаттығу жасауға кәрімін деп ойламаңыз. Шылым шегу туралы. Шылым шегуді доғару денсаулығыңыз үшін жасаған ең жақсы қадам. Жыл сайын шылым шегумен байланысты аурудан қайтыс болатын 400 000 адамның бірі болмасаңыз да өз денсаулығыңызға зиян келтіресіз. Темекі аналық бездің аурулары мен өкпе ісігі, жүрек ауруы, остеопороз, тағы басқа дертке ұшыратуы мүмкін. Темекіге тәуелділік жаман әдет және темекі шегуден бас тарту өз еркіңізде. Темекі шегу жүкті әйелдер денсаулығына және нәрестенің дамуына теріс әсер етеді. Әйел адам денсаулығын ойласа, шылымнан бас тартқаны жөн. Темекі беттегі ұсақ тесіктерді үлкейтеді. Еріннің маңайында әжімдер пайда болады. Терінің қартаюын тездетеді. Оған қоса темекі шегетін әйелден лас күл салғыштың иісі мүңкіп тұрады. Керісінше, одан бас тартсаңыз, пайдасы ұшан теңіз. Дәріханадан денеңіздің балансын теңестіруге қажетті түрлі өнімдерді табуға болады.
акупунктура инемен емдеу, гипноз, дәстүрлі қытай медицинасы тағы басқа жаман әдеттен арылуға көмектеседі. Өзіңізді жақсы көріңіз, денеңізге күтім жасаңыз, сонда денеңіз де сізге өмір бойы адал қызмет етпек. Ағзамыздан улайтын зиянды заттарды, оларды шығару өзімізге де сүйіспеншілік. Климакс – табиғи әрі қалыпты дүние. Менің білуімше климакс, яғни етек-кір үзілісі, қалыпты әрі табиғи құбылыс. Оны ауру деп қабылдамаған жөн. Ай сайын келетін етек-кір кезінде тәніміз ұрықтанбаған нәрестеге дайындалып қойған төсектен арылып отырады. Осы кезде дене көптеген токсиндерден де босайды. Егер біз құнарсыз тамақ жейтін болсақ, немесе стандартты диетаға сәйкес жартылай фабрикаттар жесек те, 20% қант пен 37% май ағзамызды токсиндермен уландырамыз. Мұндай уыттан құтылу оңайға соқпасы анық. Уыт денемізде көп жиналса, климакс кезінде көп ыңғайсыздық туындауы мүмкін. Сондықтан күнделікті салауатты өмір салтын ұстансаңыз, климакс кезеңінде көп қиындық тумайды. Менопаузаның ауыр немесе жеңіл өтуі денсаулығыңызға және жыныстық жетілуден бастап өзіңізді қалай күткеніңізге байланысты. Менопаузаға шыдамайтын әйелдер әдетте дұрыс тамақтанбайды және өзін мүлде бағаламайтын жандар. 1900 жылдары орташа өмір сүру көрсеткіші 49 жасты құраған. Ол кездерде климакс соншалықты үлкен мәселе болмайтын. Көп әйел климакске жетпей дүниеден озып үлгерген. Ал қазір орташа алғанда 80 жылдай өмір сүреміз. Орташа өмір сүру ұзақтығы біртіндеп 90 жасқа жақындап келеді. Сондықтан менопауза бұл күндері проблемаға айналды. Қазіргі кезде қоғам өміріне белсенді қатысқысы келетін әйелдер саны артып келеді. Бұл үшін олар өз денсаулығына мұқият қарауы керек. Әйелдер өз денесімен үйлесімділік тауып, іште болып жатқан процестердің ыңғайсыздық туғызбай, табиғи жолмен жүруіне мүмкіндік бергісі келеді. Бұрын әйелдер үшін мұндай проблема бала болса, қазір менопауза осындай проблемаға айналған заманда өмір сүріп жатырмыз. Осылайша менопаузаның әйел өміріне қаншалықты әсер ететіні қызушылық тудырады. 2000 жылы Америкадағы шамамен 60 миллионға жуық әйел гормоналды және физиологиялық өзгерістердің маңызды кезеңінен өтті. Американың байырғы тұрғындары жергілікті үндіс әйелдерінде климакс болмайды. Олар дүниеден өткенше етек-кірлері тоқтамайды. Үндістерде етек-кір циклінің жалғасуы денсаулықтың белгісі деп саналады. Ал солтүстік байы халқының дамуы әлемнен 100 жыл артта қалғанмен, егде жастағы әйелдердің етек-кір циклі тоқтамайды. Менструалдық циклі үндіс әйелдері іздеген даналық белгісі саналған. Бұрындары олардың 60 жаста бала тууы қалыпты жағдай еді. Дегенмен қазір бұл сирек кездеседі. Оған уақыт өткен сайын тамақ сапасының нашарлауы, денсаулықтың болмауы, немесе өмірлік күш-қуаттың азаюы әсер етуде. Мен әлемдегі басқа елдердің мәдениетін де зерттей отырып, климакс кезеңін жеңудің табиғи және тиімді әдістерін табатынымызға сенімдімін. Менің естуімше, дәстүрлі жапон қыз-келіншектерінде қызу көтерілмеу себебі олардың соя өнімдерін көп жейтіндігінен екен. Эстроген терапиясына қатты қорқамын. Бұл терапия туралы білетін ақпаратымыздың көп бөлігі фармацевтика компанияларынан алынған, ал олар тек өз өнімдерін сатуға ғана бейім. Бәлкім бұл кейбір қыз-келіншектерге жақсы әсер ететін ем түрі болар. Онымен келісемін. Алайда дәрігер кеңесі бойынша барлық әйелдерге жаппай эстрогендік терапия тағайындау дұрыс емес деп ойлаймын. Қазіргі таңда кең таралған премарин дәрісі буаз биенің дәретіне жасалады. Бұл адамға қалайша көмектесуі мүмкін. Табиғаттың өзі денемізді дұрыс қызмет етуге ыңғайлап жаратқан. Яғни денеміз өзінен өзі қалыпқа келуге қабілетті. Соның арқасында ұзақ ғұмыр кешеміз. Осы білімізге және ішкі түйсігімізге сенуіміз керек. Климакс басталған кезде әйел түрлі ауруға ұшырайды деген мәлімдемелерге көп сене бермеңіз. Мен климакс кезеңінен өткен әйелдердің денсаулығы туралы зерттеулердің нәтижелерін көргім келеді. Көптеген әйелдің денсаулығы ұзақ жылдар бойы мықты болады. Мысалы, климакс кезеңінде мен қызуымның бір көтеріліп, бір басылғанын бір рет қана бастан өткердім. Мен ішкен гемопатиялық дәрі мен барлық жағымсыз белгілерден құтқарды.
Прогестерон эстрогенге қарағанда пайдалырақ екенін біліп жатырмыз. Көп жағдайда эстроген жетіспеушілігін сезген кезімізде шын мәнінде простагеронды қажет етіп тұрғанымыз анық. Мексикалық бататтан алынатын тәтті картоп табиғи прогестерон сүйектің түзілуіне де себепші болады. Остеобласт жасушаларының жаңа клеткалар түзуіне жағдай жасайды. Есіңізде болсын, сүйек тірі талшықтардан құралған. Сондықтан сүйекті қалпына келтіруге болады. Табиғи прогестеронды азық-түлік дүкендерінен крем күйінде сатып алуға болады. Бұл кремді теріге жағу керек. Ол тез сіңеді. Синтетикалық эстрогенде кездесетін жағымсыз әсерлер бұл кремде болмайды. Сондай-ақ прогестеронның климакс кезінде ауру белгілерін жоятын қасиеті де бар. Гормон терапиясы ешкімге көмектеспейді демеймін, алайда медицина орталықтарына бүкіл әйел затына климаксқа қарсы гормон терапиясы қажет деген ұсыныстары орта жастағы әйелді міндеп қорлаумен тең. Менің ойымша денеміз бен ойымыздағы үйлесімділікке ұмтылу зиянды жанама әсерлері бар әртүрлі химиялық синтетикалық препараттарды қабылдауды қажетсіз етуі мүмкін. Өмірдің қай саласы болмасын, бәріміз түрлі деңгейдегі дайындық пен құлшынымызды көрсетіп отырамыз. Көпшілігіміз үшін денеміз бен ақыл-ойымызды үйлесімділікке келтіру үшін жауапкершілік пен дайындық деңгейі тым жоғары. Бұл біздегі қалыптасып қалған сенімдерге байланысты. Денсаулығымызға әсер ететін нәрсені жасауға ұмтылу және бұған дайын екенімізді сезіну үшін бізге медициналық көмек, психотерапевттің консультациясы қажет. Мысалы, өзіне сену. Біздің қоғамда бала тууға қабілетсіз әйел құрметке лайық емес деген сенім кең тараған. Қыз-келіншектердің климакстан қорқулары жайдан жай емес екендігі түсінген боларсыз. Эстроген терапиясы өзіңізге сенуге көмектеспейді. Тек жүрегіміз бен ойымыз ғана бұл мәселелердің шешімін таба алады. Қайталап кетейін, климакс дерт емес, өмірде болатын қалыпты табиғи құбылыс. Алайда климакс маркетингі үлкен бизнеске айналып келе жатыр. Ал қажет ақпараттың бәрі фармацевтика компанияларынан келіп түседі. Сондықтан дұрыс таңдау үшін көп нәрсе үйреніп білуіміз қажет. Әйелдердің өз өмірі мен денсаулығына қатысты қажетті ақпаратты жинау өте маңызды. Бұрын әйелдерге бәрі санасына байланысты деп айтылған. Қазіргі медицина әйелді мықты етпейді, өмірін басқаруға үйретпейді. Ол тек барлық әйелдерді емдеушілер мен қатарына қосады. Өмірдің осы кезеңінде диетологтар пайдаланатын дәрілік шөптер мен гомеопатиялық дәрілік заттар қолдануға болады. Эстрогеннің орнын басатын табиғи заттар да кездеседі. Диета маманымен сол туралы ақылдасыңыз. Болашақта қызымыздың, немере қызымыздың климаксқа байланысты еш қиындық көрмеу үшін ескі жағымсыз түсінікті өзгерту жолында үлкен жұмыс атқаруымыз керек. Жүктілікке дайындалғанымыз сияқты климаксқа да дайын болу мүмкіндік бар. Күнделікті медитация кезінде әрбір дене бөлігіне, әсіресе жыныс мүшелеріне махаббатыңызды арнауды ұмытпаңыз. Бұл мүшелеріңіздің сізге жақсы қызмет еткен үшін алғыс айтыңыз. Оларды әрқашан саулықта ұстауға сөз беріңіз. Денеңіздің осы бөлігімен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Тәніңізді қастерлеңіз. Дене мүшеңізге әл бересіз. Жатырыңыз бен аналық безіне не қажет екенін анықтаңыз. Етеккір тоқтайтын сәтті жай ғана өтпелі кезең ретінде қабылдаңыз. Сонда ағзаңызға да қиын соқпайды. Көңіл күйіңіз де орынды болады. Махаббат емдейді. Тәніңізді жақсы көру денсаулығыңызды сақтауға жақсы әсер етеді. Косметикалық ота қажет жағдайда ғана жасатқан жөн. Косметикалық ота жасатуға маңызды себеп болса, әрине бұның еш зияны жоқ. Алайда әсемдік үшін жасатқан ота эмоционалды мәселелерді шешпейтінін, өзін-өзі жек көрушілікті жеңбейтінін, жан ұяны сақтап қала алмайтынын да түсінген жөн. Өзімізді әдемі деп санамағандықтан косметикалық отаға да жиі жүгінетініміз рас. Алайда ота жасау арқылы өзіңіздің жақсы сезінем деуіңіз қате. Осы косметикалық хирургия туралы жарнамаларды көрген кезде әйелдердің өзін-өзі бағаламауы оларға көп табыс әкелетінін түсінемін. Өздерін жек көріп әдемі болу үшін косметикалық ота жасатқан көптеген қыз-келіншектерді білемін. Соның кесірінен ота жасатса да бет әлпеті бұрынғысынан бетер нашарлап кетеді. Өзін-өзі құрметтемейтін және өзін жақсы көрмейтін бір әдемі қыз есімде. Сол қыз мұрнын өзгертсе, бәрі жақсы болады деп ойлады.
Алайда ота дұрыс жасалмай, қазір оның мұрны доңыздың танауына ұқсап қалды. Шын мәнінде бұл қызға кедергі келтірген оның мұрны емес еді. Өз-өзіңізді бағалауды арттыру үшін пластикалық хирургияны қолдануға болмайды. Әрине, жағдайыңыз уақытша жақсаруы мүмкін, бірақ біраз уақыттан кейін ескі сезімдеріңізді оралып, қайта уайымдай бастайсыз. Мүмкін тағы бірнеше әжімді кетірсем деп ойлайсыз. Сөйтіп бұл шексіз қайталана береді. Тіпті қартайған шақта шынтақтағы салбырап қалған артық теріні алып тастайтын ота түрі бар екен. Құдайым-ай, бұл не сұмдық, ұзын жеңді киім киюге болмас па еді деп ойладым. Бірақ тағы да айта кету керек. Бәрі жарнамаға келіп тіреледі. Теледидардағы жарнамаға сенсек, бәріміз бірдей бетіне әжім түспеген мінсіз жас қыз сияқты болуымыз керек. Бірақ кінәнің бәрі жарнамаға артып қоюға болмас. Олардың өнімдерін сатып алатын өзіміз. Қыз-келіншектер өздерін қашан жоғары бағалап құрметтей бастайды. Сол кезде журналдарда да не жазылғанына да мән бермейді. Жарнамалардың мәтіні де өзгереді. Дәрігерлердің денеңізге тәжірибе жасауына жол бермеңіз. Жасанды әдістерді қолдана отырып, денемізді табиғатына сай келмейтін нәрселерге мәжбүрлеу түбінде бір қиындыққа әкеп соқтырады. Табиғат ананы ақымақ қылудың қажеті жоқ. Кеудеге салынған имплант кесірінен қиын жағдайға тап болған әйелдерге қараңыз. Туысыңыз кішкентай болса, оған қуаныңыз. Кейбір әйелдер омырауларына жағымды аффирмациялар мен махаббатын бағыттап көкірек өлшемін ұлғайта алады. Бұл денеңізді жақсы көрудің керемет жолы. Денеңізге бұл ұнайды. Мен сондай-ақ реинкарнация алдында денемізді өзіміз таңдайтынымызға сенемін. Барыңызға қанағат етіңіз. Ең маңыздысы, денеңізді біреуге ұнау үшін өзгертпеңіз. Осы қалпыңызды қабылдамаған адам қанша құрбандыққа барсаңыз да сізді бағаламайтыны анық. Сондықтан қандайды бір косметологиялық ота жасамас бұрын неліктен жасағыңыз келетіні туралы ойланып алыңыз. Операциядан бұрын да, ота кезінде де, одан кейін де денеңізге зор махаббат сыйлаңыз. Мен келесіде аффирмацияларды айтар едім. Менің дәрігерім жұмысын тамаша атқаратын керемет жан. Ота өте тез әрі жеңіл өтеді. Осылай тез емделіп келе жатқаныма дәрігер риза. Нәтижесіне қуаныштымын. Бәрі жақсы. Мен қауіпсіздіктемін. Сүт безінің қатерлі ісігі. Ол не? Мен сүт безінің қатерлі ісігімен ауыратын әйелдердің барлығына қатысты бір ерекшелікті байқадым. Бұл әйелдер әдетте ешкімге жоқ деп айта алмайды. Омырау нәрлендірумен тікелей байланысты, ал бұл дертке шалдыққан жандар өзіне басқалардың бәрін жарылқап жүретін сияқты. Басқалардың өтінішіне бас тартып жоқ дей алмайды. Олардың отбасында үнемі кінәлау, түрлі айла-шарғы арқылы тәртіп орнату болғанға ұқсайды. Ал енді осы қыз-келіншектердің айналасында жүргендер әрқашан көмектесуін өтінетін сұраншақ адамдар. Мұндай әйелдер өздерін мүлде ұмытып, ұнамаса да иә деп берілген тапсырмаларды орындайды. Оған қоса шамасы келмей жатса да басқалар үшін бәрін жасауға әзір тұрады. Жоқ деп үзілді-кесілді бас тарту бастапқыда қиынға соғуы мүмкін. Себебі көп жыл бойы араласып келген адамдар сіздің иә деген жауабыңызға үйреніп қалған. Сондықтан адамдардың өтінішін алғаш қабылдамаған кезіңізде олар ашулануы мүмкін. Мұндай жағдайға дайын болыңыз. Жоқ деп айтуға үйреніп жүрген кез келген адамның алғашында осындай ашу-ызаға төтеп берулеріне тура келеді. Бірінші рет бас тартқан сәтіңіз ең қиыны болмақ. Өтініштерді қабылдамауға үйреніп жатқан сәтіңізде кешірім сұрамаңыз. Себебі ғафу өтінсеңіз, бәрі бітті деп есептей беріңіз. Жай ғана, жоқ, қолымнан келмейді. Бұдан былай жасай алмаймын. Мен мұны жасағым келіп тұрған жоқ деңіз. Жауапты қысқа қайыру өте тиімді. Басқалардың ашуланары анық, бірақ олардың ренішіне сіздің кінәлі еместігіңізді түсінуіңіз қажет. Бұған өздері жауапты. Өзіңізге мына сөздерді айтуды ұмытпаңыз. Сізге жоқ дегенім, өзіме иә дегенім. Осыны қайталап отырсаңыз, өзіңізде жақсы сезінесіз. 3 рет бас тартсаңыз, сізден келесіде ештеңе өтінбейтін болады. Себебі сіздің басқа адамға айналғаныңызды түсінеді. Бас тарта алмайтын адамдарға жоқ деп айту алғашқыда сіз үшін қиынға соғуы мүмкін. Өз басым алғаш рет біреудің өтінішін орындамаған кезімде қиналғаным есімде. Бәрінен айырылып қалатындай сезімде болдым. Алайда өмірім мұнымен біткен жоқ. Керісінше жақсы жағынан өзгеріп, өзімді қадірлей бастадым.
осылай бұл кезеңнен де өту керек екенін түсінсеңіз болды. Өтініш жасағанда бас тартқан кезіңізде ашуланатындар көп болады. Тіпті сізді өзімшіл деп айыптауы да мүмкін. Шын мәнінде сіз тек олардың ғана тілегін орындамадыңыз. Бар гәп осында. Бар болғаны сол ғана. Өзгеге жоқ деп айту өзіңізге иә деп айтумен тең. Сонымен қатар бұл іштегі өкпе реніштен құтылудың бір жолы. Мен жақында ғана күйеуімнен кетіп қалған бір әйелді танимын. Ол біраз уақыт бөлек тұруға шешім қабылдаған. Енді күйеуі туындаған проблемаға кімді кінәларын білмей, себебі бұрынғыдай кінәні арта салатын келіншегі жоқ. Қазір сол азамат өмірге басқаша қарауда. Ересек екі ұлы да анасын құрметтей бастады. Өйткені аналары өзін қорғауға қабілетті екенін және өзі қалағандай өмір сүруге болатынын көрсетті. Отбасы мүшелерінің қарым-қатынасы қалай өзгеретінін көру қызық. Бұл әйелге мұндай қадамға бару өте қиын болғанмен ол тәуекел етті және өмірі жақсы жаққа өзгерді. Әрбір қыз келіншектің өзіне маған керегі не? Нені қалаймын деген сауал қоятын сәт туады. Энн Лендерс айырылысудан немесе ажырасудан қорқып жүрген әйелдердің өзіне кетсем жағдайым түзеле ме? Әлде қалсам түзеле ме? Мен үшін қайсысы жақсы деген сұрақ қоюын сұрайды. Жүрегімізді аялау керек. Әйелдердің 4% сүт безінің қатерлі ісігінен өмірден өтсе, 36% жүрек ауруынан көз жұмады екен. Сүт безі обырының қауіптілігі туралы көп ақпарат білгенімізбен, жүрек ауруы қанша елдің өліміне себепші болғаны туралы көп білмейміз. Жүрегіміздің саулығын сақтау өте маңызды. Майлылығы жоғары тағам ішу кімге де болса да зиян. Оған қоса жаттығу жасамау, шылым шегу, бәрі жүрек ауруына әкеп соқтырады. Жүрегіміз бізге кесірін тигізбейді, біз жүрегімізге зиян келтіреміз. Эмоционалды тұрғыдан алғанда, жүрек те жүрек тамырларынан өтіп отыратын қанда махаббат, қуаныш және жанұямен байланысымызды бейнелейді. Жүрек ауыратын әйелдердің көбісі жанұяларында шешілмеген мәселелері бар жандар. Олар көп қуанбайды, ешкімді жарытып жақсы көрмейді де. Оның себебі мұндай әйелдер өз өмірлерін махаббатқа толтыруға қорқады. Сондықтан олардың жүрегін қуаныш кернемейді, бақытсыз болады. Егер біз махаббат жабық болса, өмір ағыны біздің жүрегімізге энергия құя алмайды. Көңіл күйіміздің көптеген кеселдерге әкеліп соғуы кешірімшіл болуға үйретеді. Кешіре білу оңайға соқпайды, дегенмен толығымен емделіп шығуды қалар болсақ, кешіре білуге дағдыланған жөн. Көпшілігіміз опасыздықты, ажырасуды, қорлану сияқты сезімдерді бастан кешірдік. Ренжіген адамдарымызды кешіре білу рухани есейгеніміздің көрінісі. Қиындықтардың бәрі артта қалды. Енді оны өзгерте алмаймыз. Өкпе ренішімізді толықтай босатсақ, ауыр жүктен арыламыз. Өткенге қол бұлғай отырып, қазіргі күнмен өмір сүруге мүмкіндік туады. Өткен шақта туралап, бойдағы ызадан толық арылмайынша, бақытты табысқа толы еркін өмір сүре алмасымыз анық. Осы айтылғандардың түйінін шеше отырып, кешіре білуге, осы шақта өмір сүруге үйренеміз. Ал бұл жүрегімізді емдеп жазады. Күніне бір мезгіл тыныш отырып, қолыңызды жүрек тұсына қойыңыз. Жүрегіңізге махаббатыңызды арнаңыз және сізге деген жүрегіңіздегі махаббатты сезініңіз. Дүниеге келген сәтіңізден қазірге дейін соққан жүрегіңізге өміріңіздің қалған бөлігінде де сізге қызмет етпек. Жүрегіңізге көңіл бөліңіз. Ашу мен реніш бар жоғын тексеріңіз. Кешіріммен қарап және түсіне отырып жүректі өкпе реніштен тазалаңыз. Жанұяңыздың әр мүшесіне махаббатыңызды арнап кешіріммен қараңыз. Сонда жүрегіңіз де тынышталады. Жүрегіңізде махаббат болса, тамырыңыздағы қан қуаныштың нышаны. Бұл қуанышты бүкіл денеңізге айдап жатыр. Бәрі керемет, әрі сіз қауіпсіздіктесіз. 7-ші тарау. Гендерлік теңдік. Гендерлік теңдік жалпы адам құқықтары теңдігінің құрамдас бөлігі. Заманымыздың маңызды міндеттерінің бірі. Әйелдер мен қыздар әлем халқының жартысын құрайды. Бұл адамзат әлеуетінің жартысына тең. Гендерлік теңдік тұрақты даму негізінде адам әлеуетін толық іске асыруда бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз ету ісінде басты рөл атқарады. Әйелдерді қоғам өміріне тарту өнімділіктің өсуін және экономикалық өсуді қамтамасыз ететінін дәлелденген. Өкінішке орай, адамзат ерлер мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктері тұрғысынан толық теңдігіне қол жеткізу үшін ұзақ жолдан өту керек.
Соңғы жылдары дүние жүзі бойынша әрбір мемлекеттің тұрақты дамуға қол жеткізу үшін қоғамда гендерлік теңдік орнату және төзімділік мәселелері өзектілігіне түсті. Әйелдер қозғалысы барлық елдерде қоғамдық саяси сипат алып, өз ықпалын күшейтуге бағытталды. Олар гендерлік әділеттілік қағидасын басты ұстаным ретінде басшылыққа ала отырып, мемлекет пен қоғам өміріндегі әйелдер мен ерлер рөлінің ара қатынасын теңестіруді мақсат етеді. Жалпы, әйелдердің құқығын қорғау мәселесі тарих барысында қоғамдағы әйелдерге деген көзқарас, күш көрсету, құқығын таптау, ер адамға бағыныштылықта ұстау сияқты мәселелерге жауап ретінде көтерілгені мәлім. Біртіндеп әйелдердің проблемасын заң жолымен шешу тәжірибесі қалыптасты. 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап гендер мәселесі тиісінше осы саладағы құқықтық нормативтік заңнамалар арқылы заңды негізге ие болды. Гендерлік үдерістерге қатысты құқықтық ережелер ең алдымен халықаралық еңбек ұйымының конвенциясында көрініс тапты. Ол еңбеккер әйелдердің құқықтарын қорғауға арналды және ерлер мен әйелдерді тең бағалы еңбегі үшін бірдей марапаттау туралы конвенция деген атпен 1951 жылы 29 маусымда қабылданды. Бұл конвенция әлемде бірінші рет еңбекке ақы төлеуде жынысы бойынша дискриминацияға жол бермеу туралы сөз қозғады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1993 жылы 20 желтоқсанда әйелдерге қатысты күш көрсетуді жою жөніндегі декларацияны қабылдауы осы салаға халықаралық сипат берді. 8-ші тарау. Жыныстық зорлық-зомбылық және оны қорықпай айту. Сексуалды зорлық-зомбылыққа немесе абыройсыздыққа ұшырап, ешкімге ештеңе айтпаған кезіңіз болды ма? Өзіңізді ер кісінің ерсі қылықтары үшін қанша рет жазғырдыңыз? Бәлкім мен кінәлімін, маған солай көрінген шығар. Жоқ, оның бұл қылығы ерсілікке жатпайды. Бұдан да сорақысына кез болғанмын деген ой келген болар. Кейбір еркектер сөзбен қорлап, тіпті қол жүгіртіп, әйелдерді ренжітіп жатады. Алайда олардың мұндай құқығы жоқ болса да, өздерінің әрекетін дұрыс көреді. Көбіміз осындай қорлыққа қарамастан үндемей қоя саламыз. Ашық айтуды үйреніп, өзімізді қорғайтын уақыт келді. Егер мұны біз жасамасақ, мұндай сұмдықты ешқашан тоқтата алмаймыз. Қазір іске кіріспесек, бұл келеңсіздік жалғаса бермек. Жуырда үйімде өте жағымсыз оқиға орын алды. Менімен бірге 4 жыл бойы ағылшынды отбасы тұрып келген еді. Оларды үйіме және үй шаруаларына күтім жасау үшін жалдаған болатынмын. Бастапқыда бәрі жақсы болатын. Олар өз жұмысын жақсы атқаратын тамаша жандар еді. Алайда уақыт өткен сайын күйеуінің теріс қылықтарын байқай бастадым. Болмашы нәрсе ғой деп бастапқыда мән бермедім. Бірақ бұл үлкен қателік болыпты. Күйеуі әбден жалқауланып, жұмыстың көп бөлігін әйеліне арта салды. Мені жұмыс беруші екенімді есіне шығарып, өзін үйдің егесі сияқты ұстай бастады. Онымен қоймай, менімен дәл қазір бір досым секілді сөйлесетін. Осының бәрі жиналып келіп, орынсыз мінез құлыққа айналды. Қазір түсінгенім, жұмысшылармен қарым-қатынастағы шекараны дер кезінде айқындап алуым керек екен. Енді мен оған бірдеңе айтуға қорқатын болдым. Тіпті қызметшімнің көңіл-күйін бұзайын деп үндемей аяғымның ұшымен жүруіме тура келді. Менің 70 жылдық мерейтой кешім тамаша өтті. Алайда кейінірек белгілі болғандай, сол кеште бір келеңсіз жағдай орын алыпты. Әлгі қызметшім құрбыларыма тиісіп, оларды құшақтамақ болған көрінеді. Кейбір құрбыларынан сұрастырып көрсем, қызметшімнің бұндай әрекеті 1 жылдан бері жалғасып келе жатыр екен. Бірақ олардың ешқайсысы маған ол туралы айтпаған. Міне осындай келеңсіз жағдайдың беті ашылғаннан кейін жан-жақтан түрлі ақпарат келіп жатты. Бұл ер адам әйел қызметкерлерімнің де кейбірінің мазасын алыпты. Тіпті бірде қалада жоқ болғанымды пайдаланып, жеке хатшымды тарпа бас салған көрінеді. Мен қорқа бастадым. Сұмдық белгілі тұлға Луиза Хейдің құрбылары мен қызметшілері осындай қиындықтарға төзіп келгені қалай? Алайда олар неліктен маған ештеңе айтпаған? Себебі әртүрлі еді. Айтуға қорыққан, кейбірі ұялған. Өзімнің де ер адаммен қарым-қатынастағы қорлықтарға талай төзіп келгенім есіме түсіп кетті. Мен де сол жағдайдан барынша тез құтылып, бәрінің аяқталғанын қалаған едім. Алайда сол мәселелердің қайсысын жұртпен бөлістім. Көмекшінің тек басқа қыз-келіншектерге тиіскеніне қоймай, өзінің келіншегін де ұрып соққанын білдім. Әйелінің денесіне көгерген жерлері көп екен. Ол маған көрсетпей жасырып жүрген екен.
Біз кейде еркектерге ар-намысымыз бен абыройымызды қорлауға және жазасыз қалуға жол беріп жатамыз. Алайда біз қорыққан сайын олар одан әрі басына бермек. Жоғарыдағы әңгімелерді естігенімде жүрегім ауырды. Шамасы бұл үлкен бір мәселенің бір шеті ғана еді. Туған күн кешінде болған жандардың бәрінен де сол көмекшінің теріс қылықтары үшін кешірім сұраймын. Тіпті менімен құпиясымен бөлісетін ең жақын құрбыларымның бірі ештеңені ашып айтпайды. Ол өз қадір-қасиетін жоғары бағалайтын, оқыған-тоқығаны көп білімді жан еді. Алайда қорлау мәселесі туралы сөз қозғалған кезде ол дауыс шығармай үнсіз қалғанды жөн көрген. Не жағдай болса да, үйде біраз уақыт тыныштық болмаған соң бұл мәселені шешпеске болмады. Себебі көмекшім тым шектен шықты. Сондықтан мені қолдайтын топ жасақтадым. Себебі жалғыз өзім көмекшіме қарсы тұра алмас едім. Құрбаларымның айтқандарын елемесем, бар шындықты жоққа шығарып, өзінің кінәсіздігін дәлелдеп баққан керемет қызметшімнің әртістігіне сеніп қалар едім. Алайда оған сенбейтінімді түсінген кезде ол жексұрын әрі жиіркенішті шынайы келбетін көрсетті. Мен де қарап қалмай, құрбыларымның қолдауын сезіп, телефонды алдым да полицияны шақырудың қиын болмайтынын ашық айттым. Сосын әйел екеуінің үйді таңертеңгісін босатуын талап еттім. Осылай деп тұрғанымда алақаным терлеп сөйлей алмай қалдым. Дегенмен бұл ісім маған күш бергендей болды. Әрине, денелі әрі өте ашулы ер адамға қарсы тұру оңайға соққан жоқ. Әйеліне қанша жаным ашыса да, соның қарсы келмегенімнің кесірінен күйеуі осындай әдепсіз қылықтарға барып отырғанын түсіндім. Күйеуіне жақсы әйел болып қалу үшін оның жалғыз шешімі жолдасының барлық әдепсіз қылықтарына көз жұма қарап, оның көз салған қыз-келіншектерін кінәлау ғана еді. Мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Жолдасы әйел құмар немесе жәбірленуші болса, әйелі басқаларды кінәлап, көптеген келеңсіздіктерге мән бермейді. Ақыр аяғында менің қызметшілерім 3,5 сағаттың ішінде заттарын жинап, үйді босатты. Келесі күні құрбым қоңырау шалып, сенер-сенбесін білмей таңырқап отырғанын жеткізді. Оны болған оқиғаны асыра сілтеп айттым ба, қателесіп кінәсіз адамды жұмыстан айырдым ба деген ой мазалап жатыр екен. Біз нәзік жанды әйел затымыз. Сондықтан өз пікірімізді айтуға келгенде қорқақтап жататынымыз рас. Ер адам өзінің кінәсіздігін айтса болды. Әйел сөзі күмән тудырады. Мүмкін бізге солай көрінген болар. Бекер кінәладым деген сияқты ойлар келуде мүмкін. Қатып қалған стереотиптер қыз-келіншектерге кедергі жасайды. Бойымыздағы қорқыныш бізді бірнеше ғасырлар бойы қамауда ұстауда. Бұған жол берген өзіміз. Оның өз себебі де бар. Бұрынғы замандарда біз көрген қоқайымыз жайлы ашып айтқан болсақ, өмірімізбен қош айтысуға тура келер еді. Тіпті бір кездері Ауғанстанда ерлі-зайыптылар арасындағы опасыздық үшін таспен атқылап өлтіру жазасы болған еді. Сұмдығы сол, бұл заң ерлерге емес, тек әйелдерге қолданылды. Үйімде болған келеңсіз жағдайды одан әрі ушықтырмас үшін дер кезінде дұрыс шешім қабылдадым. Білікті психотерапевтке қоңырау шалып, кездесу белгіледім. Бұрындары психотерапевтке барғаным бар. Дегенмен бұл қазір жеке басыма қатысты болмаса да, үй шаруашылығындағы мұндай теріс қылықтарға әлі де төзгіштігімнен арылғым келді. Бойымдағы барлық кемшіліктерден толық арылу үшін тоқтаусыз жұмыс жасаймын. Дәрігері менен бала кезімдегі өгей әкемнен көрген қорлығыма ашулымын ба деп сұрады. Ашуланғаным есімде жоқ. Тек қорқыныш қана қалған деп жауап қаттым. Ол қайта былай деді: жарайды, сонда сіз өгей әкеңізге ызаланып жауап қатпадыңыз ба? Өш алғыңыз келген сәттеріңіз болмады ма? Мен дәрігерімді балалық шағында ешкімнің ренжітпегенін бірден ұқтым. Сондықтан ол қорланған қыздың не сезінетінін ешқашан түсіне алмайды. Менің тәрбиемді күнделікті ұрып-соғу мен қорқыту алмастырды. Кек алуға тырыссам, оның маған не істейтінін өзі қорқыныш деді. Жоқ, жек көрушілік есімде жоқ, тек қорқыныш пен үрей. Бізді өлімші етіп сабай берсе, жағдайдың өзгеретініне үмітіміз өшеді. Қанша есесек те ішіміздегі кішкентай қыздың қорқынышы бізді басқарып отырады. Біз бастауыш сыныпта, тіпті одан да ерте жаста әлдебіреу оларға теріс қылық көрсетсе, ол жайлы қорықпай айту керектігін қыздардың құлағына сіңіруіміз керек. Мына дүниенің әрбір бұрышын нәзік жандылар үшін қауіпсіз еткіміз келсе, қандай қиын жағдайда да дұрыс әрекет етуіміз қажет. Әлгі кісіні жұмыстан шығарғаным іштей өгей әкеме қарсылық көрсеткендігім еді. Балалық шағымда ешқашан мұндай іске бара алмас едім. Жұмыс орнымда керемет үйлесімділік орнаттым. Бәрінің айтатыны, Hay House компаниясымен жұмыс жасаған қандай тамаша. Қызметшілерім өте бақытты.
бұрынғы кәсіп ұйымының ұйымдастырушысы сондай көңілді қойма жұмысшыларын бұрын-сонды кездестірмегенін айтты. Әйтсе де өз үйімде қыз-келіншектерге қиянат жасауға жол бердім. Себебі жасырын белгілерге мән бермедім. Түрлі себептерге байланысты шу болғанын қаламадым. Мүмкін осы жағдайдың орын алғаны дұрыс та шығар. Себебі қазір барлық қыз-келіншектерге өз ойымды ашып айта аламын. Егер мен айтпасам, басқалардың дауысын қалай естімекпін? Ерлерді құрметті тұлға ретінде, ал өзімізді құрбан ретінде көреміз. Біздің қолымыздан ештеңе өзгерту келмейді деп тәрбиелендік. Әйелді бағаламаудың, құрметтеп қастерлеудің небір зұлым жолдары бар. Қадір-қасиетімізді жоғарылату үшін сонша уақыт күрессек те ашық айтуды мүмкін емес немесе қиын деп ойлаймыз. Алайда шекарамызға төнген қауіпті бірден танитындай қырағы болуымыз керек. Бала кезімізден бастап ер адамға жүктелген жауапкершілікті біз арқалауымыз керек деп өсірді. Алдымен әкеміз, кейінірек жігітіміз, бастығымыз, күйеуіміз деп кете беретін бітпейтін тізімдегілерге қамқор болып өзімізді ұмыту керек болды. Осыны сонша жыл атқарып келгендіктен бұл бізге қалыпты жағдай сияқты көрінеді. Бірақ проблемаларымызды дер кезінде айтуға дағдылануымыз керек. Адамдар не дейді деп ұялу және зорлық-зомбылықтан туындаған қорқыныш үнсіз қалуымызға мәжбүрлейтіні анық. Қаншама әйел қан майдан жағдайында тіршілік етіп жатыр. Қаншама бала осындай ортада тәрбиеленуде. Қыз-келіншектер мұның бәрін қалай тоқтата алады? Біз мұның қолымыздан келетінін түсінген жағдайда ғана тоқтата аламыз. Яғни үнсіз қалудан бас тартқан кезде. Біз енді мұндай қорлыққа жол бермеуіміз керек. Жоқ деп айтуды үйренсек, оны кейінірек әдетке айналдыра аламыз. Қиянат көрсету мәселесінде де шешеміз. Үнсіздік тек нәзік жандыларға ғана зиянын тигізіп қоймай, бүкіл бір қоғамда да кесірін тигізбек. Қыз-келіншектердің еркіндігі қозғалысының пайда болғанына да біраз жыл болды. Бірақ тіл тигізу, жыныстық зорлық-зомбылық әлі де көптеп кездеседі. Көптеген кеңселер мен жұмыс орындарында бұл жағдай қалыпты құбылыс. Қыз-келіншектер осының бәріне төзіп келді. Алайда басқалардың бізді қорлауына жол бермейтін уақыт келді. Шындықты айтайық, құпияларымызбен бөлісейік. Барлығы ашық айтылса, тәртіп өзгермек. Егер ерлер жауапкершіліктен қашып құтыла алмайтынын білсе, теріс қылықтарын тияр еді. Ер азаматтармен жасырын келісімге де келмеңіз. Бұлай жасаған жағдайда біз өзіміздің де бүкіл әйел затының да намысын, қадір-қасиетін түсіреміз. Қазіргі таңда біз қорықпай, бар мәселені ашып айтсақ, кез келген қорлау түріне тойтарыс бере аламыз. Жариялық тек бізге емес, сонымен қатар басқаларға шындықты айтуларына жол ашады. Қадірімізді түсірмеу үшін шекарамызды дұрыс айқындап алу керек. Бұл шекаралар қандай болуы керек? Біріншіден, қандай шекараға тұрарлықпыз деген сұрақтан бастау керек. Көп жағдайда бізге төнгелі тұрған қауіп белгілерін байқамаймыз. Кейін жағымсыз жағдай орын алған кезде таңырқап, қиналып қаламыз. Зорлық-зомбылық бұл күштер қақтығысы. Бізді бақылап басқарып отырады. Жұмысымызды жоғалтуға қорыққандықтан үнсіздік сақтаймыз. Мүшеқапсыз жыныстық қатынасқа түсетін еркектерге де ештеңе айтпай үнсіздік сақтаймыз. Мен өзімді құрмет тұтамын. Менің денсаулығыма қатер төндіргеніңді қаламаймын. Мүшеқапты ки немесе кет деп айтқымыз, тіпті айқайлағымыз келеді. Алайда айтамыз ба? Үнемі айта қоймаймыз. Оның түрлі себептері бар. Қорқыныш, ұят, намыс. Қой аузынан шөп алмас момын қалпымызда үнсіз отыра беру өлімге бас ұрғанмен тең. Мәселені ашып айтудан ұяламыз. Ұялмай тырысып та көргенбіз. Сол сәттегі жұрттың көзқарасы әлі есімізде. Ел бізді келеке еткенді. Мұны әзіл деп ойлады. Жұрт бізді дұрыс бағаламады. Бізді жоқ жерден қиындық туғызып отыр деп ойлады. Сондықтан ештеңемен бөліспеуге, ештеңе айтпауға үйрендік. Тыныштықты бұзып, дау-дамай шығарғымыз келмейді. Міне осындай жағдайлардан соң зорлық-зомбылық жалғаса бермек. Барша қыз-келіншектер адамдардың қорлығына төзбей, оларды дер кезінде тоқтатуға тиіс. Қорлық пен жыныстық зорлық-зомбылық әйелдердің ең әлсіз тұстары. Жәбірленуші күйінен арылып, барлық қиындықты іскер адамдарша салмақты түрде шешуді үйренуіміз қажет. Кез келген еркекке айқай салып, ашуланып шыға келетін, өз-өзін ұстай алмайтын әйел сияқты болудың қажеті жоқ. Біз махаббат пен жанашырлықты күтетін нәзік жандармыз. Әйтсе де қажет кезінде темірдей мықты болуымыз шарт. Жоқ деген жауап айта алатындай дәрежеге жету үшін өз қадір-қасиетімізді одан әрі арттыра түсуіміз керек. Теріс қылықтар білдірмей келіп, түрлі зұлым жолдармен өмірімізге араласпау үшін көзімізді ашып, түйсігімізді ояту керек.
Ер адамның мінез-құлқын, сізді алаңдататын ұсақ-түйектерді мұқият бақылаңыз. Оған әдепсіз әрекеттерге жол бермейтініңізді бірден ашып айтыңыз. Қажет болса, біреуден көмек сұраңыз. Қалай дегенмен жағдайды бақылауда ұстаңыз. Ер адамдар өздерінің жазасыз қалатынын сезінген сайын, одан сайын еркінсіп кетуі мүмкін. Кез келген бассыздықтың күрделі проблемаға айналып кетуіне жол бермеу керек. Қорлаудың алғашқы белгілері қандай? Кей еркектер өздерінің теріс қылықтарын мойындамайтынына дайын бол. Олар ұзақ уақыт бойы осылай қорғанып келді. Мені кім деп ойлайсың? Мен ешқашан олай жасамас едім. Мен өмірімде олай жасамағанмын деуі әбден мүмкін. Кейбірі жылдам әрекет ететіні сондай, жасаған ісін мойындамауға әбден жаттыққан маманы болып алған десе де болады. Осындай еркектердің кешірімін қабылдасақ, олармен біргеміз дегенді аңғартады. Бұдан кейін проблеманы шешу қиынға айналуы мүмкін. Сол себепті құпиямызды ашатын, көптен бері айтпай жүрген проблемаларды көтеретін кез келді. Аяғымыздың ұшымен жүріп, кінәлілерді ақтап қалуға, оларға қамқорлық жасауға дағдыланғанбыз. Енді өзіңізге қамқорлық жасайтын кез келді. Мені барлық сұраққа жауабым жоқ, бірақ ең болмағанда ашық айтудан қорықпаймын. Адамдардың алдында сөз сөйлеген сайын осы мәселелер төңірегінде әрдайым сөз қозғаймын. Қыз-келіншектердің сол тақырыптар жайында білімін әрі қарай жетілдіріп, қорықпай айтуларын, өздерін қорғап, қажет болса дауласуға дайын болуға шақырамын. Бәріміз бірге күш жұмылдырсақ, бұл проблеманы шешуге шамамыз жетеді деп ойлаймын. Әйелдердің өзін-өзі бағалауды және құрметтеуді үйрететін уақыты келді. Сіз өзіңізді және құқығыңызды қорғай білуіңіз керек. Дабыл бойынша жылдам әрекет етуге қалай дайын болсақ, жыныстық зорлық-зомбылық сигналдарына да солай дереу жауап беруге тиіспіз. Барлық әйел өзін-өзі бағалауды, өзін-өзі құрметтеуді дамытуы керек және өзін жақсы көруді үйренгені дұрыс. Онсыз біз ешқашан басқалардың құрметі мен сүйіспеншілігіне жете алмаймыз. Біз өзімізді қауіпсіз сезінетін күш-қуат тосқауылын, ойша қалқан орнатуды үйренуіміз керек. Оның жалғыз жолы үйде, жұмыста, қоғамдық отырыстарда, кез келген жерде өзімізді мықтымыз деп елестету. Өз-өзіңізді құрметтемейтін немесе қадірлемейтін сәттеріңізді бір зерделеп шығыңыз. Мұныңызды тоқтатуға сөз беріңіз. Ойыңыз арқылы мүмкіндіктеріңізді кеңейтуге тырысыңыз. Адамдардың сізге қандай қарым-қатынаста болғанын қалайтыныңызды елестетіңіз. Сізге күш-қуат беретін аффирмациялар айтыңыз. Бұл сізге жаңа өмір бастауға көмектеседі. Әлемді жақсарту арқылы болашақты өзгертеміз. Осылай үлгі көрсету арқылы қыздарымызды үйретеміз. Жақсы кітаптар оқыңыз. Олар сізге өмірде нені қалайтыныңызды түсінуге көмектеседі. Өзіңіздің қадір-қасиетіңізді түсіретін жағдайларға қалай әрекет ететініңізді жаттығып дайындалыңыз. Дұрыс жоспарланған әрі жақсы ойластырылған әрекет етуге дайын болсақ, үлкен мүмкіндікке ие боламыз. Бізге ұнамайтын жайттарға төзбеу керектігін түсіну және өз қадірімізді білу өте маңызды. Айналамыздағы адамдарды бізге қандай қарым-қатынаста болу керектігін үйретуіміз керек. Бізді қадірлемей жатса, жоқ деп айтуға дайын болған жөн. Ер азаматтарға, егер менің айналамда жүргілерің келсе, мені құрметтеуге міндеттісіңдер деп айтуымыз қажет. Жылы шырай таныту жақындасуға шақырту еместігін түсіндірген дұрыс. Әйел құмар еркектердің әдемі сөздеріне ақыл-есімді жоғалтпау керек. Ақылдырақ болайық. Әйел құмарлар қыз-келіншектердің түбіне жетпей қоймайды. Олардың қадірін түсіреді. Кейбірі қаншалықты бай көкіректі жігіт болса да әйелдерді сатып кетіп жатады. Қыздар кейде мына жігіт сондай сүйкімді деп жатады. Алайда осындай мақтау айтуға, теріс мінез-құлық көрсету оларды ақтамайды. Біз ер адамдардың соңынан бұрылып сүйсінеміз, ал олардың кейбірі мұны түсінбей әйелдерді қорлап жатады. Сондықтан ер адамдардың бойындағы жағымсыз қасиеттерін ғана құрметтеп, олардың арсыздықтары мен азғындықтарына жол бермеуіміз керек. Ерлердің әйел адамға деген өшпенділігі анасына деген қарым-қатынасынан бастау алуы мүмкін. Өз анасын жақсы көрмейтін еркекпен ешқашан қарым-қатынас жасамаңыз, тұрмысқа да шықпаңыз. Себебі келешекте анасынан ала алмаған ашуын сізден алуы мүмкін. Егер ол психотерапевтке көрінсе, әйел адаммен қарым-қатынасы дұрыс бағытқа түсуі мүмкін. Ал егер дәрігерге көрінбесе, әйелдерді өмір бойы жек көріп өтуі ғажап емес. Қыздар, үнсіз қалып өздерін бәрі дұрыс деп сендірген сайын қорлауға да жол береді. Еркек үйде әйелімен, отбасында анасымен осындай қарым-қатынас жасайтын болады. Дженнифер Кобернның билігіңізді кері қайтарыңыз. Қызметкер әйелдің сексуалды зорлыққа жауабы, немесе Мира Киршербаумның ажырасуға қимайсыз, ажыраспасқа амал жоқ. Қарым-қатынасты жалғастыруға немесе тоқтатуға шешім қабылдауға көмектесетін нұсқаулықтарын міндетті түрде оқыңыз.
екі кітапта әліңізді жинап керемет күшке ие болудың жолдарын көрсетеді. Алдында айтқанымдай, мен ер адамдардың көтерер жүгі мен өмірлеріндегі қиындықтарына аянышпен қараймын. Бірақ бұл қорлыққа төземін және бұл мәселе жөнінде үнсіз қаламын деген сөз емес. Мен әйел затын қорғау жолында бұдан да артық істерге дайынмын. Өзімізді құрметтеуге үйрететін аффирмациялар. Мен өте қадірлі жанмын. Маған бәрі құрметпен қарайды. Менің билігім өз қолымда. Басқа руларды қолдаймын. Өзімді қорғау үшін ештеңе жасырмай айтамын. Жеке шекарамды жұрт құрметтейді. Қажет болса мәселемді елдің назарына ұсынамын. Мені қолдайтын адамдар бар. Толыққанды қалыптасқан тұлғамын. Мәселемді ашық айтсам, қауіпсіздікте боламын. Өзімді жоғары бағалаймын. Үлгі көрсете отырып, басқа елдерге көмектесемін. Менің күшті энергетикалық қалқаным бар. Өмірімдегі ер адамдар маған құрметпен қарайды. Күшімді кері қайтарамын. Мен өзімді жақсы көремін және құрметтеймін. 9 тарау. Егде жас. Өмір сүру сапасын жақсарту. Осыған дейін жастардың өмірі, олардың мәдениеті, сәні, проблемалары жайлы айтқанымыз жеткілікті болар. Егде жастағы әйелдердің осы әлемдегі орнын тауып, бар қабілетін ашатын уақыт жетті. Барша әйел заты қартайған шағында өзін жақсы көріп бағалап, қоғамда өз орнын алатынына көз жеткізгіміз келеді. Бұл сөзімен жастарды кемсітейін деген ойым жоқ, бірақ буындар арасындағы тепе-теңдіктің сақталғанын қалаймын. Қазіргі қартаң әйелдерге қарасам, олардан қорқыныш, денсаулықтың жоқтығын, кедейлік, жалғыздық, таудан төмен құлдырауды байқаймын. Мұндай үрдіс бұрыннан қалыптасқан. Қоғам осы кезге дейін қартайған кезде міндетті түрде ауру сырқау көбейеді деп ойлап келді. Алайда бұл тәртіп қазір өзгерді. Өзекті жанға бір өлім деген сөз бар. Бірақ міндетті түрде ауырады, әлсірейді деген ой қате. Бұл қорқыныштан арылатын уақыт келді. Қартаюдың кері тұстарын жақсы арнаға бұратын кез жетті. Өміріңіздің екінші бөлігі алғашқы бөлігіне қарағанда әлде қайда қызықтырақ болуы мүмкін. Ойлау қабілетімізді өзгертсек, бұл кезеңді қазыналы жылдарға айналдыра аламыз. Егер біз әдемі қартайғымыз келсе, онда дұрыс таңдай жасау білуіміз керек. Тек ұзақ ғұмыр кешіп қана қоймай, мәнді де сәнді ғұмыр кешкіміз келеді. Біз бай әрі толыққанды өмірге ұмтыламыз. Қосымша жылдар бос парақ сияқты. Оған не жазсаңыз үлкен өзгеріс әкеледі. Тарих көрсеткенде біз аз өмір сүрген екенбіз. Алғашқыда жасөспірім шаққа дейін, кейін 30 жас, кейін 40 жас дейін сүрдік. 20 ғасырда 50 жасар әйел ұзақ өмір сүретіндер қатарына кірді. 1900 жылы орташа өмір сүру көрсеткіші 47 жас еді. Ал қазір 80 жас және 90 жас бізге қалыпты көрінеді. Неліктен санамызда кенеттен өзгеріс жасап, 120 немесе 150 жастағы орта жас деп қабылдамасқа? Бұған қол жеткізуге болады. Бір немесе екі ұрпақ алмасқаннан кейін ұзақ өмір сүру қалыпты құбылысқа айналарына сенімдімін. Мен 75 жастың орта жас болатынына сенімдімін. Бірнеше жыл бұрын бір университет қартаю бойынша зерттеу жүргізген. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қай жасты орта жас деп есептесеңіз, денеңіз сол жасты қартая бастайды. Дене мидағы қабылдаған шешімге тікелей тәуелді. Сондықтан 45-50 жасты орта жас деп қабылдағаннан гөрі оның орнына 75 дегеніміз жөн болар. Өмірдің түрлі кезеңі туралы түсінігімізді ой елегінен қайта өткізуімізге болады. Солтүстік Каролинадағы Дурхам қаласының демографиялық зерттеу орталығы қазіргі орташа өмір сүру ұзақтығының өсу қарқынымен ол жақын арада 130 жасқа жетеді деген қорытындыға келді. 1960 жылдары 100 жасағандардың саны бар болғаны 3500 болса, 1995 жылы бұл көрсеткіш 54 мыңға жетті. Қарт адамдар тобының өсу көрсеткіші басқа топтарға қарағанда жоғары. Зерттеу нәтижесі бойынша адамдардың бұрын осынша ұзақ өмір сүргенінің дәлелі табылмады. Тағы бір ақпарат бойынша ең ұзақ өмір сүретіндер әйелдер. Бірнеше ғасыр бойы адамдар жер бетінде қанша жыл өмір сүретіндерін анықтап, сол тәртіппен жүріп тұруға тырыстық. Қартаю туралы ойымыз шындыққа айналады. Міне сол себептен наным-сенімімізді өзгертетін уақыт жетті. Жаңа түсінік қалыптастыра отырып, қартаю процесін жағымды әрі пайдалы етуімізге болады. Мен қазір 70 жастамын. Соған қарамастан қуатты, мықты, денім сау.
30 немесе 40 жасыма қарағанда өзімді қазір біршама жас сезінемін. Себебі қоғамда қалыптасқан белгілі стандарттарға сай болу үшін ешқандай қысым көрмеймін. Не істегім келсе де өз еркімде. Біреудің қолдап қолпаштағанын бұдан былай қажет етпеймін. Мен туралы кімнің не айтатынына да мән бермеймін. Бойымды тік ұстаймын. Себебі арқамда ешқандай жүк жоқ және өзіме көңілім толады. Құрдастарымның не ойлайтыны соншалықты маңызды болмай қалды. Басқаша айтқанда, өмірімде алғаш рет өзімді бірінші орынға қойдым. Өзімді керемет сезінемін. Ұзағырақ өмір сүру туралы айтқан кезімде көп әйел соншама көп жыл бойы ауру, бейшара халде болудың қажеті қанша деп шошиды. Жаңа идеялар мен мүмкіндіктерге жол ашылған кезде миымыз бірден шектеу қоюға тырысатыны таңғаларлық. Өміріміздің соңғы жылдарын кедейшілік, ауру, жалғыздық және емханадағы өліммен теңестірудің түкке қажеті жоқ. Егер айналамызда тек осындай құбылысты ғана көріп жүрсек, бұған кінәлі өзіміздің бұрыннан қалыптасқан ойлау жүйеміз. Бүгін ойлаған ойларымыз бен сенімдеріміз ертеңгі өміріміздің кірпішін қаламақ. Біз әрқашан наным-сенім жүйемізді өзгерте аламыз. Бір кездерде біз жер шары дөңгелек емес жайпақ деп сенгенбіз, ал қазір мұндай пайым болғанына күле қараймыз. Сондықтан қайталап айтамын, қашан да ойымызды өзгертуге болады. Осыған дейін айтқанымдай, өмір тәжірибелер мен даму сатыларын зерттеуден тұрады. Дәл қазіргі сәтте біз дамудың жаңа сатысында тұрмыз. 1946 жыл мен 1964 жылдар аралығында дүниеге келген бейби-бум өкілдері санадағы алып өзгерістің алғы шебінде тұрды. Қазір 50 жастағылар өмірлерінің келесі жартысына тамаша күйде өткізбек. 50 жасқа жаңа толған президентіміз Билл Клинтон жас жігітке ұқсайды. Бейби-бум өкілдерінің көпшілігі 90 жас сүрулері әбден мүмкін. Бұл 2 рет ересек қалпына түскенмен тең. Қазіргі таңда бізге белгілі болғандай қанша ғұмыр кешетінімізге шек жоқ. Бәрі де өзімізге байланысты. Кәрілік туралы жаңа идеяларды қаншалықты тез түсініп қабылдайтынымыз өте маңызды. Көп жыл жасасақ, қоғамдағы қазіргі құрылымнан бөлек басқа ортаға, өзге сақтандыру және денсаулық сақтау жүйесіне бейімделуімізге тура келеді. Алайда оны іске асыруға болады. Бұл бәріміз үшін аса үлкен өзгеріс уақыты болмақ. Өміріміздің бұрынғыша болмайтыны анық, алайда бәрібір оның жақсара түскенін қалаймыз. Бізді жаңаша ойлау, жаңа идеялар, жаңа тәсілдер күтіп тұр. Тіпті үйлер қазіргі заманның қажеттіліктерін қанағаттандырмайды деп ойлаймын. Адамдардың қалауына сәйкес келмейтіндіктен қазір сәннен тез шығып жатыр. Меніңше бізге басқаша ғимараттар мен өмір сүру салты керек. Тұрғын үй алаптары мен қарттар үйі орналасқан аумақтардағы ережелер кәрі адамның қалыпты өмір сүрулеріне бөгет қояды. Балалар мен немерелердің қайда сонда? Қуаныш пен күлкі қайда? Меніңше бәріміздің бірге ұжымдасып өмір сүргеніміз жөн. 2 жанұяға арналған үйлер көбірек тұрғызу керек. Туысқан 2 отбасы бөлек, бірақ бір үйдің 2 жағында тұрады. Одан қалды бізге 4 отбасына арналған үйлердің көп болғаны дұрыс. 2 жанұя жоғарғы қабатта өздері тұрып, төмендегі 2 пәтерде жалға беріп, пайда көрсе де болады. Осы арқылы қарттар да балалары біріктіре алар едік. Балаларға қарап, кәрі адамдар өздерін жас сезінеді. Жастармен ақыл-ойларымен бөліседі. Бірнеше буын өкілдері бірге тұратын ескі салт қайта оралар еді. Соңғы 2 жылда жас мәселемен байланысты түрлі қарттар үйлерінде, белсенді егде тартқан жандар үйінде тұруға шақыртулар көп алдым. Бұл ұсыныстардың көз тартарлық тұсы бәрі де медицина орталығының ішінде немесе жанында орналасқан. Оларда мынандай тіркестер жиі кездеседі. Маманданған мейірбикелер бар, мекемелер жапсарласа орналасқан. Үздіксіз қызмет көрсету артықшылықтары, 24 сағат бойы алғашқы көмек көрсететін медицина қызметкері. Дәрі-дәрмектерді қабылдауын қадағалау. Осы тіркестердің негізгі айтқысы келетін, сіз ауырған кезде әрқашан көмекке дайынбыз. Осындай ойлау әдісі егде жастағыларға міндетті түрде ауыратындарына сендіреді деп ойлаймын. Әлдекімнің тұтас денсаулық орталығы бар зейнеткерлер үйін тұрғызғанын қалар едім. Дәстүрлі мейірбикелер мен дәрігерлердің орнына ол жерде хиропрактика, ине салу, гемопатия, дәстүрлі Қытай медицинасы, тамақтану, гербология, массаж, йога, денсаулық клубы, тағы сол сияқтылар болар еді. Барлық жандар денсаулықты нығайтуға, уайымсыз қайғысыз өмірге талпынар еді. Көзді ашып жұмғанша осы сияқты мекеменің салынатынына сенімдімін. Болашақта келер қариялар үйлері осы іспеттес болса екен. Жастық шақта керемет сәт деп санайтын дәстүрлі түсінікпен онсыз да көңіліміз тола қоймайтын
денемізден кемшілік іздей жөнелеміз. Алайда бет әлпетіміз бен тәніміздегі әрбір өзгеріс жиіркеніп қарайтын нәрсе емес. Өзімізге осындай қарым-қатынас жасайтындай не жаздық. Мұның бәрі ойымызға байланысты, ал оны әрқашан өзгерте беруге болады. Тәнімізді, өзімізді қалай қабылдайтынымыз үйреншікті ұғым. Бәрінде осы жалған идеялардан бас тартып, жан дүниеміз бен келбетімізді жақсы көріп, жоғары бағалағанымызды қалар едім. Өзіне көңілі толмайтын жас қыздар денесін жек көруді әйтеуір бір себептерін тауып алуға тырысады. Кемшіліктердің қай жерінде екенін өздері де білмейді. Жарнама әлемі көрсеткен қысым кесірінен бізге көп жағдайда тәніміздің бір жері дұрыс еместей көрінеді де тұрады. Бәріміздің қалайтынымыз талдырмаш мүсін, бойымыздың ұзын болуы, үлкенірек немесе кішірек мұрын, әдемі күлкі. Бұл тізім одан әрі жалғаса бермек. Негізінде тіпті жастық шағымыздың өзінде кейбіріміз ғана жоғарыда аталған сұлулық стандарттарына сай болдық. Қартая бастаған сәтте де осы әділетсіздік олармен қатар жүреді. Автор Дорин Вирту айтқандай, біз жан дүниемізді басқа адамдардың келбетімен салыстырудың сансыз жолын табамыз. Бұл іштей не сезетінімізді жұрттың сырттай қалай көретіндігімен сәйкестендіреміз деген сөз. Іштей өзіңізге көңіл толмаса, қанша киім кигенімен, опа-далап жаққанымен бұл түзеле қоймас. Санадағы немесе бейсаналық жағымсыз ойларды өзіңіз жақсы көруге итермелейтін сөйлемдерге айналдыра отырып, тұрақты өзгерістерге қол жеткізесіз. Осы қалпында әдемімін, өз келбетімді ұнатамын. Өзімізді жақсы көру және бағалау денсаулығымыз үшін өте маңызды. Сізге денеңіздің қандай да бір бөлігі ұнамаса, бір ай бойы сол тұсыңызға ықылас бөліңіз. Тәніңізді жақсы көретініңізді дауыстап айтыңыз. Бұрын денеңізді жек көргеніңіз үшін кешірім сұрауыңызға да болады. Бұл жаттығу өте қарапайым көрінгенімен жақсы нәтиже береді. Тәнімізді жақсы көру қай жаста да үлкен маңызға ие. Үлкейген сайын оның маңызы арта түспек. Кароль Хансен өзінің шабыт беретін жеңілдік сезімі кітабында денеңізге күніне 5 минут лосьонмен массаж жасап тұру қажет екенін айтады. Массаж барысында әр дене мүшеңіздің жақсы көретініңізді айтып, сізге қызмет еткен үшін алғысыңызды білдіргеніңіз жөн екен. Дәрігер Чипак Чопра қартаймайтын дене шексіз сана еңбектерінің авторы. Суға түспес бұрын басыңыздан башпайыңызға дейін күнжіт майымен сылап-сипауды ұсынады. Махаббатқа бөленген әрбір адам орын немесе зат тек жақсы сезіммен ғана жауап қайтармақ. Өзіңізге деген қазір арналған махаббат өміріңіз бойы бірге болмақ. Өзімізді қалай жек көруді үйренсек, жақсы көруде дәл солай үйрене аламыз. Бар болғаны ынта мен жаттығу ғана қажет. Кейде жаңа идеяларды қабылдау үшін құдды бір қоқыстан арылып отырғанымыз іспеттес. Ең алдымен ескі жағымсыз ойларды тазарту керек. Егде жастағы көптеген адамдар қажеті жоқ нәрселерді үйіп жинай береді. Үйіңізде пайдаланылмайтын заттар болса, олардан арылыңыз. Үйсіз-күйсіз жүргендерге немесе қажет еткен адамдарға бере салыңыз. Қажет деп тапсаңыз, сатылым ұйымдастырыңыз. Өміріңізді қоқыстан тазартып, бәрін жаңадан бастаңыз. Болашағыңыз жарқын болады. Жыл артынан жыл сырғып өтіп жатыр. Алайда бұл өміріміз барған сайын нашарлай түседі деген сөз емес. Мен өмірімнің әртүрлі бағытта тең дәрежеде дамып отырғанын қалаймын. Кейбір заттар менің жастық шағымдағымен салыстырғанда біршама жақсы. Балалық шағым қорқынышқа толы болды. Қазіргі таңда өзіме өте сенімдімін. Біздегі бар қорқыныштардың көбі қажетсіз деп ойлаймын. Бұл тек миға сіңген ой ғана, және оны оңай өзгертуге болады. Егде жастағы әйел адамдардың арасында жағымсыз ойлар көп кездесетіндіктен нәтижесінде өмірлеріне көңілдері толмай жүреді. Қартайған шағыңызда керемет ғұмыр кешудің жолдарын үйреткім келеді. Кәрілік шағыңыз өміріңіздің ең жемісті уақыты екенін түсіндіргім келеді. Жасыңыз неше болғандығына қарамастан, келешегіңіз әрқашан жарқын екенін біле жүріңіз. Кәрілікке қазыналы жылдар деп қараңыз. Сонда қай жаста да мықты, жігерлі, қоғам жұмыстарына белсенді ат салысатын мінсіз леди атанасыз. Тыныштықта отырған кезде назарыңызды ішкі жан дүниеңізге бөліңіз. Өте бақытты болуға уақыттарды еске түсіріп көріңіз. Денеңіз осы қуанышты сезінсін. Жеңіске жеткен сәттеріңізде мақтан тұтқан кездеріңізді есіңізге түсіріңіз. Қуаныш пен сенімділік сезімдері өзіңізбен бірге болсын. Енді алдағы 10 жылға көз жүгіртіңіз. Немен айналысып, қалай жүріп тұратыныңызды елестетіңіз. Келбетіңіз қандай, өзіңізді қалай сезінесіз, қуаныштысыз ба? Енді араға 20 жыл салып, алдағы өміріңізді елестетіп көріңіз. Не байқап тұрсыз?
аман сау жүрсіз бе, бәріне дайынсыз ба, өмірге құлшынысыз бар ма, сізді жақсы көретін достарыңыздың арасында жүрсіз бе, көңіліңізге қонымды іспен айналысып жүрсіз бе, өмірге қандай үлес қосып жүрсіз. Дәл қазір болашағыңызды көз алдыңызға елестетіп жоспарлап алатын уақыт. Бұл сіздің өміріңіз, бұл өмірді сүретін де сізсіз. Сіз үшін бәрі кеш, армандауға мақсат қоюға болмайды деп ойламаңыз. Армандар мен мақсаттар бізді жасартып, әрі өмірге қызығушылығымызды арттырады. Қазіргі күніңізді барынша мәнді етіңіз, ал өткенді ұмытыңыз. 40-тың қырқасына шыққанша өмірімнің мәні де болған жоқ. 50 жасымда шағын баспаханамды аштым. Алғашқы жылы $42 пайда таптым. 55 жасымда компьютер әлеміне аяқ бастым. Адамдар маған қолынан келмейді деп сенімсіздікпен қарады. Бірақ мен қорқынышымды жеңу үшін арнайы сабақтар алдым. Қазіргі таңда менің 3 компьютерім бар және саяхатқа шыққанымда ноутбугымды өзіммен бірге ала жүремін. 60 жасқа толғанда бақшамды күтумен айналыса бастадым. Осы жасында балаларға арналған сурет сабағына қатысып, сурет салуды үйрендім. Енді қазір 70 жасымда. Жыл өткен сайын шығармашылығым шыңдалып, толыққанды ғұмыр кешудемін. Мен көп жазамын, дәріс оқимын, сабақ беремін, көп кітап оқимын, білімімді үнемі толықтырып жүремін. Өте табысты баспаханам бар. Керемет бағбанмын. Үйдегі азық-түліктің көбісін өзім өсіремін. Адамдарды жақсы көремін. Кештерге көп барамын. Жақсы көретін достарым көп саяхаттаймын. Аптасына 1 рет сурет сабағына қатысамын. Өмірім енді қазыналы, берекелі. Мен сияқты көбіңіз кәрілікке аяқ басып жатсаңыздар, өмірді басқаша сүретін уақыт жетті. Өміріңіздің соңғы жылдарын ата-анаңыз сияқты сүрудің қажеті жоқ. Сіз де мен де жаңа әдіспен өмір сүре аламыз. Барлық ережені өзгерте аламыз. Келешекке аяқ басқанда өмірдің бар сыйын қабылдаңыз. Сонда ғана алдымызда тек жақсылық күтіп тұрады. Өмірімізде болып жатқан барлық жайттың біз үшін еш зияны жоқ. Жалғыздық пен жоқшылықта қоғамға пайдамыз жоқ. Қартайдық деп қиналып өлгенше өмірден ең жақсысын алып орнына одан да көп нәрсе беруге үйренейік. Уақытымыз жеткілікті, біліміміз, даналығымыз жеткілікті. Махаббат пен күш-қуатқа толымыз. Қоғамда түрлі қиындықтар кездеседі. Біздің назарымызды аудартатын ғаламдық деңгейдегі сұрақтар мен мәселелер қазір өте көп. Мына әлемге көмектесу үшін энергиямызды дұрыс бағытқа бұрайық. Ұзағырақ ғұмыр кешу үшін бір себебі болуы тиіс. Бос уақытымызды қалай пайдалы өткізудің жолын табу керек. Міндетіміз, әлем алдындағы парызымыз қандай. Құнсыз болмыс тез жалықтырады. Сондықтан әрекет етуіміз керек. Егер сіз қарттар үйінің тұрғыны болсаңыз, не туысыңыз, құрбыңыз сонда тұратын болса, дертіңіз жайлы сөз қозғағаннан гөрі қоғамды қалай жақсартуға болатынын талқылаңыздар. Адамдардың өмірін жақсарту үшін қолыңыздан не келеді? Сәл ғана үлес қоссаңыз, оның маңызы өте жоғары болмақ. Барлық егде жастағылар өз үлесін тигізген жағдайда ел әлеуетін арттырады. Қоғамның барлық саласына белсенділік таныта отырып, еліміздің мейірімділік мекені екеніне көзіміз жетпек. Сізді келесіде әрекеттерге итермелегім келеді. Алға қадам басыңыз, дауысыңызды пайдаланыңыз, әлеммен байланыс орнатыңыз, өмір сүріңіз, балаларыңыз, немерелеріңіз бен шөберелеріңіз сізді мақтан тұтсын, және сіз туралы естелік көптеген ұрпақтарға аманат болсын. Мектеп оқушыларына өскенде кім боласың деген сұрақ жиі қойылады. Оларды осылайша болашаққа жоспар қоюға үйретіп жатыр. Біз де осы көзқарас ұстанып, келесі жылдарға жоспар құрып үйренуіміз керек. Егде тартқанымызда немен айналысамыз? Қолынан келгенше қоғамға өз үлесін қосатын мінсіз леди болуды қалаймын. Сұр пантеллар атты белсенді топтың басшысы Мэгги Кун жұмысымды тамаша атқарып, қолыма сөмкемді ұстаған күйі үйіме қайтып келе жатқан уақытта әуежайда өлгім келеді дейтін. Қай жаста болмасын, 14, 40, не 80 жас па, еш айырмасы жоқ. Әрбір ісіміз, айтқан сөзіміз, ойымыз бізді келесі қадамға даярлап жатыр. Қартайғанда есіміз дұрыс болғай, өлген сәтімізде де естен айырылмағанғаймыз. Өзімізге қояр керемет келесі сұрақ. Мен қандай қарттықты қалаймын? Жан-жағыңызға қараңыз. Әлі кетіп көңілсіз кәрілікке жеткен адам қандай шат-шадыман жүріп қартайған қандай? Осы екі топ қандай әрекеттерді түрліше жасайды? Денсаулығыңызды сақтауға, бақытты болуға қандай әрекеттер жасаудасыз? Келесі сұрақ мынау. Қалай өлуді қалаймын?
Өміріміздің барлық бөлігін ойластырып, өлім жайын кейінге ысыра беретініміз рас. Өлімге қалай дайындалып жатырсыз? Ауру, көмексіз емханада түтікшелермен жатып өлгіңіз келе ме? Өмірден өтер шақта достарыңызбен отырыста көңіл көтеріп, содан соң сәл мызғып алуға жатып, сода оянбай қалуды қалайсыз ба? Жеке басым отырысты қалар едім. Өмірімнің осылай үзілгеніне ойша дайындалып жүрмін. Қазір сіздің өлім туралы ойыңыз жағымсыз болса, оны әрқашан өзгерте аласыз. Бәріміз де өлім процесін тыныш әрі қуанышты тәжірибеге айналдыра аламыз. Ғаламдық сауықтыру дегеніміз сыртқы әлемдегі болып жатқан құбылыстар ішіміздегі энергетикалық жай-күйіміздің айнасы екенін түсіну. Сауығу процесінің маңызды бөлшегі өмірге қосқан үлесіміз бен онымен байланысымызды танып, дүниемен жағымды сауықтыратын энергиямен бөлісуді бастау. Бұл мекенде көбіміз өз энергиямызға кептеліп қаламыз. Энергияны біреумен бөлісудің емдеп жазатын қасиеті бар екенін хабарсызбыз. Айықтыру өте ұзаққа созылатын процесс. Бізді қашан емдеп жазады, қашан басқалармен махаббатпен бөлісемін деп күтіп отыра берсек, бұл мүмкіндікке ешқашан жетпеуіміз мүмкін. Жоғарыда айтып өткеніміздей, қарттардың бұрын қолынан келмегеннің бәрін жасауға мүмкіндіктері бар. Енді олардың мұны жасау үшін өте кәрімін деген сөздері енді айтылмаса анық. Адамдар тек өлердің алдында ғана өте кәрі атанулары мүмкін. Өміріміздің соңына дейін қайратты болуымызға ештеңе де кедергі келтірмейді. Далласта мен 62 мен 80 жас аралығындағы әйелдер тобымен таныстым. Олар каратэмен айналысады. Бұл топтың атауы да бар. Темір магнолиялар. Олар түрлі каратэ орталықтарына барып, бұл спорт түрінің қарт адамдарға да арналғанын дәлелдеп жүр. Қандай да бір жағдайда оларға біреу күш көрсетсе, өздерінен өздері оңай қорғай алады. Еліміз бойынша қор нарығына инвестиция құятын тағы бір қарттардан құралған топтар бар. Бұл топтардың кейбірі біршама сәтті жұмыс атқарып жүр. Иллинойс штатындағы осындай топ өкілдері әйелдерге арналған нұсқаулық «Ақшаны не нәрсеге инвестициялау керек» деген кітап шығарды. Оның 300 000 данасы сатылды. Пенсильвания штатында жасалған зерттеу нәтижесі бойынша 89 жастағы адамдар гір көтерумен айналысса, қайта күш-қуатқа ие болады екен. Бірнеше жыл бойы қозғалыссыз қалған бұлшықеттерін қайта бақылауға алады. Қартаю кезіндегі қабілетсіздік ұзақ жылдар бойы қозғалыссыз өмір салтының кесірінен болады. Жаттықтырушылар 30 жастағы адамның өзі 2 айдың ішінде күшін 3 еселеуге шамасы жететінін анықтады. Бұл жаттығу олардың ми жұмысын да жақсартады. Біздің миымыз оны қолдануды тоқтатпайынша ешқашан әлсіремейді, не өлмейді. Ақыл-ой жаттығуларын жасауға өзімізді ынталандырып отырсақ, өмірге қызығушылығымыз тоқтамаса, миымыз белсенді болады. Ал миымыз күш түсірмесек, өміріміз қызықсыз болады. Жаттығу жасамай, тек дерті туралы сөз қозғайтын адамдардың өмірі қандай таяз десеңізші. Қарт кісілерге жасалған зерттеулердің шамамен барлығын фармацевтика компаниялары қарттардың денсаулығында қандай кінәрат барын анықтауға, дәрі-дәрмектің әсерін білуге, қандай ем қажет екенін білу мақсатында жасаған. Дені сау, бақытты, толыққанды өміріне көңілі толатын кәрі адамдардың өміріне терең зерттеулер жасау қажет. Егде жастағыларға ненің дұрыс екенін зерттеп тапсақ, бәріміздің саулыққа болуымыз сырын ашуға септігі тиер еді. Өкінішке орай, фармацевтика компаниялары денсаулығы жақсы адамдардан пайда таппайды, сондықтан олар мұндай зерттеулерді ешқашан жасамайды. Қанша жасқа келсек те, қандай қиындықтар болса да, жағымды өзгерістер жасауды қазірден бастауға болады. Өзімізді ардақтап қастерлеуге өз еркімізбен кіріскен жағдайда ғана өзімізді шынайы жақсы көре аламыз. Күн сайын өзімізге деген махаббатымыз артып отырса, басқалардың махаббатына да дайын боламыз. Махаббат заңдылығы не қалайтынымызға аса мән беруді қажет етеді. Өзіңізді сүйіңіз. Мына аффирмацияны айтыңыз. Қазір мен өзімді бар болмысымен жақсы көремін. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер демекші, қартайған шағымызда жұрттың бізді құрметтеп қастерлегенін қаласақ, қарттарды қастерлеуіміз керек. Қарттардың сөзін тыңдап қана қоймай, әсіресе егде жастағы жігерлі әйелдердің ақыл кеңестеріне құлақ асу керек. Олардан үйренеріміз көп. Бұл әйелдер басқаларға да өз білімін, энергиясын, махаббатын береді. Олар үшін өмір өзін-өзін жетілдіру жолы. Олар қартаюдың орнына тек кемел және дана бола бастайды. Мен сізге Гейл Шихидің «Жаңа асу. Уақыт кеңістігінде өміріңізді картаға түсіру» кітабын оқуға кеңес беремін. Бұл жазушының ересек өмірдің жаңа картасына
Мен алдымызда жатқан бар мүмкіндіктерге үңілу жүрегіме жақын келді. Менің жүрегім бәріміздің уақыты келгенде белсенді болғанымызды қалайды. Қанша жас болғаныңызға қарамастан, сіз ұзақ ғұмыр кешетініңіз анық. Егде тартқан шағымызда қуанышқа, бақытқа толы ғұмыр кешу үшін қазірден дайындалуымыз керек. Жағымды өзгерістерге қол жеткізу үшін ең қолайлы жолы аффирмациялар айту. Барлық айтылған сөздеріміз бен ойларымыз аффирмациялар болғандықтан оларды барынша жағымды етуге тырысыңыз. Жаңаша ойлай отырып өмірді жаңадан бастауға болады. Төмендегі аффирмациялардың бірнешеуін күнде айтып отырыңыз. Аффирмациялар. Бар өмірім алда. Қай жаста болсам да мен жас әрі сұлумын. Қоғамда үлес қосып жүрмін. Қаржыма, денсаулығыма, болашағыма өзім жауаптымын. Айналамдағылар мені құрметтейді. Балаларды да, ересектерді де құрметтеймін және қастерлеймін. Әр күнді күш-қуатпен, қуанышпен қарсы аламын. Әр күнімді барынша жақсы сүремін. Түнде жақсы ұйықтаймын. Әр күні жаңа және түрлі идеялар ойлаймын. Менің өмірім тамаша оқиғаларға толы. Өмірдің берер бар несібесін қабылдауға дайынмын. Жанұя мені әрқашан қолдайды. Мен де оларды әрқашан қолдаймын. Мен үшін ешқандай шектеу жоқ. Мен бәрін ашық айтамын және мені естиді. Өзімді жетілдіріп отыруға уақыт табамын. Медитация жасаймын, тыныштықта серуендеймін, табиғатты тамашалаймын. Жалғыз уақыт өткізгенді ұнатамын. Қуаныш пен күлкі өмірімнің ажырамас бөлігі. Өз планетама көмектесемін. Өмірім үйлесімділікке толы. Егде жастағы жылдарым менің қазынам. Емдеп жазатын медитация. Әрбір өткен жылдан рахат аламын. Білімім әрқашанда артып отырады. Данышпандығымен әрқашан байланыстамын. Өмірімнің әрбір тұсында мені періштелерім желеп-жебеп жүреді. Қалай өмір сүруді білемін. Соңғы күніме дейін денім сау, өмірге құштармын. Қоғамға үлесімді тигізіп жүремін. Қазіргі жасыма көңілім толады. Өзіме ұнайтын қарым-қатынастар ғана орнатамын. Маған қажет байлыққа қол жеткіземін. Жеңіске қалай жетуді білемін. Қолымнан келгенше өмірге үлесімді қосамын. Мен махаббат, қуаныш, тыныштық және шексіз данышпандықтан тұрамын. Бар болғаны осы. 10-шы тарау. Қаржылық жағдай. Ерлер өмір бойы әйелдерге қамқорлық жасайды. Ерлердің ойынша әйелдер өздерінің кіп-кішкентай бастарын ақшаға қатысты әңгімелермен мазаламауы керек. Әкесі мен күйеуі барлығын ойластырып қойған. Бірақ осындай ойлардың кесірінен әйелдер ажырасқанда немесе жесір қалғанда қаржылай қиындыққа тап болады. Біздің кіп-кішкентай басымыз ақшаны қалай дұрыс жұмсауды да, одан да артық нәрсені үйренуге де қабілетті. Орта мектептің өзінде қыздар ұлдарға қарағанда математикадан алда. Бүгінгі таңда қыз-келіншектер банк пен инвестиция жүйелері туралы көбірек үйренулері керек. Біздің қабілетіміз бар. Әрбір қыз-келіншек қаржылай тәуелсіз болуы тиіс. Бірақ бізді мектепте де, үйде де ақша туралы өте сирек үйретеді. Бізге дүниежүзі экономикасы туралы ешкім үйретпейді. Дәстүрлі жанұяда ер азамат ақша жағына жауапты, ал әйел адам балаға, үйге жауапты. Көптеген қыз-келіншектер ерлерге қарағанда ақшаны дұрыс жаратады, ал кейбір ер кісілер тамақ пісіру мен үй тазалауды жақсырақ атқарады. Сондықтан қаржыға тек ерлер ғана жауапты деу әйелдердің әрбір әрекетін қатаң бақылауда ұстаудың тағы бір әдісі. Көптеген әйелдер қаржы сөзін естігеннен-ақ үрейлене бастайды. Себебі бұл жаңа тақырып. Менің ойымша біздер әйелдер ештеңе түсінбейді деген ескі түсініктен арылуымыз керек. Сан-Диего қаласында әйелдерге қаржылай білім беретін институт тұтынушылардың несие жөніндегі кеңесшісі сияқты пайда табуға негізделмеген. Топтар бар. Оларда оқу тегін. Көптеген колледждер мен университеттер кешкісі немесе демалыс күндері біліктілікті көтеру курстарын ұсынады. Мұндай курстар аруларымыздың ақша және инвестициямен қалай айналысу туралы білімдерін арттыруды мақсат тұтады. Бұл өз кезегінде қыз-келіншектерге сенімділік сыйлайды. Сіздің де еліңізге қолжетімді курстардың барына сенімдімін. Сондай сабақтарды іздеп табыңыз. Барлық әйелдің ақша, қаржы, инвестиция туралы түсінігі болуы керек. Сіз некеде бақытты болсаңыз да, үй шаруасындағы әйел ретінде рөліңізге қанағаттанып, бала күтімін және үй жұмысын жақсы көрсеңіз де материалдық мәселелерден хабардар болуыңыз қажет. Құдай сақтасын, бірақ күйеуіңіз аяқ астынан дүниеден өтсе немесе балаларыңызбен жалғыз қалдырып
тастап кетсе ше, әйелдердің қиналатын сәті міне осы. Өздері білімсіз болса қайтпек. Сондықтан кез келген қиындықтың алдын алу үшін қазірден бастап қамдану керек. Күш білімде, демекші кез келген жағдайға дайын болу үшін қаржы жайлы біліміңізді толықтырып отырғаныңыз жөн. Ақшаны өте аз мөлшерде жинай бастағаныңыз өзіңізде байлыққа бет бұрамыз. Жинақтаған ақшамыздың көбейгенін көру тамаша іс. Қазір жиған тергеніміз келесіде инвестицияға айналады. Кейін сіз ақшаңызға емес, ақшаңыз сізге жұмыс жасайды. Соңғы уақытта мына аффирмацияны қолданып жүрмін. Менің кірісім әрқашан артуда, және қайда барсам да байлыққа кенелемін. Бұл сөздерді өзім үшін жеке ережеге айналдырдым. Сіз де солай жасай аласыз. Бұл аффирмация ақша туралы түсінігіңізді өзгертпек. Жеке тәжірибеме жүгініп айтып отырмын, себебі мен шынымен де өте кедей отбасынан шыққанмын. Өмірімнің көп бөлігін ақшасыз өткіздім. Менің байлық туралы түсінігім болмады, тек кедейліктің не екенін ғана білдім. Қазіргі жеткен байлығыма тек байлық туралы түсінігімді өзгерту арқылы жеттім. Жеке басым өмірім, ақша туралы ойларым өзгерді. Ойым өзгергендіктен санам да менің әлемім де өзгерді. Мен ақша тапшылығы қатты сезілген қиын қыстау жылдары дүниеге келдім. Бізде үнемі ақша жетпейтін, ыстық су болмады. Отын жарып соған тамақ пісіретінбіз. Тоңазытқыш атымен жоқ. Әкем мемлекеттік бағдарлама бойынша құрылған ұйымда жұмыс жасады. Жалақысы өте мардымсыз еді. Кішкентай дүкенде жұмыс тапқан кезімде қалай қуанғанымды көрсеңіздер. Алайда сол сәттегі менің ақша туралы түсінігім де кеңейе бастады. Қоймада, асханада жұмыс жасадым. Барлық қара жұмысты атқардым, себебі менің түсінігім бойынша осыған тұрарлықпын деп ойладым. Сол сезімдерден арылу үшін ұзақ уақытым кетті. Түсінігім кеңейе бастағаннан кейін әлемде молшылық бар екенін түсіндім. Әлем ризық несібе бергенді ұнатады, қолыңды соссаң болғаны. Тек өзіміз кейде оны сыйлықтарын қабылдауға қорқып жатамыз. Біз жетістікке жеткенімізді, оған лайық екенімізді түсінбейінше, біз кедейшілікте ғұмыр кешеміз. Біздің санамыз өзгерген кезде ғана біз ғаламның сыйлықтарын қабылдауға мүмкіндік береміз. Көптеген әйел заты «маған ақша керек, көп ақшам болғанын қалаймын» дейді. Алайда осы тілектерді орындау үшін жұмыс жасап жатырмыз ба? Ақша мәселесіне қатысты сананы өзгерту өте қиын. Адамдар байлық туралы сенімдеріне селкеу түссе қатты ашуланады. Қаржыны өте қажет еткен қыз-келіншектер кедейлік наным сенімге ие. Сол сенімге басқалар қарсылық танытқанда ренжитін де солар. Мүмкіндігіңізді шектеп тастайтын наным сенімді кез келгеніңіз өзгерте аласыз. Бірақ қаншалықты көп өзгеріс талап етілсе, процестің соншалық ауыр екені анық. Қорқатынымыз да, өзімізді қорғауға асығатынымыз да бар. Ақша туралы менің ойым деген тақырыпта өз сенімдеріңіздің тізімін жасаңыз. Бар түсінігіңізді, бала кезден ақша туралы естіген әңгімеңізді, жұмыс, жалақы, байлық бәрін тізіп жазыңыз. Сіз ақшаны жек көресіз бе? Ол қолдың кірі ме? Сіз ақшаны бүкпейсіз бе? $10 банкнотамен сөйлесіп көрдіңіз бе? Ақша келгенде ризашылығыңызды білдіресіз бе? Бар ақшаңызға қанағат етесіз бе? Әлде жеткіліксіз деп көңіліңіз толмай ма? Ақшаға қатысты ойыңызды бір шолып шығыңыз. Нәтижесін көріп таңғалуыңыз мүмкін. Өмірімде алғаш ақша таба бастағанымда күнкөріс деңгейінен сәл көптеу болатын. Өзімді бұл үшін кінәламайтынмын. Көп қаржы болмағандықтан қажетсіз нәрселерге жұмсай салатынмын, содан қайтадан ақшасыз қалатынмын. Жас кезімде артық ақшаның болуы қажетсіз дүние деп санап, тезірек одан арылу керек деген ой болатын. Ойымды өзгерту үшін мол ақша табуға, рахатын көруге, жинақтауға болатынын ұғу үшін ұзақ уақытымды жоғалттым. Әйел адам санасын өзгертпейінше өмірінде ешқандай өзгерістің өзінен өзі бола қоймайтынын түсіну керек. Сондықтан біздің қазіргі бар табысымыз өзіміздің ой санамыз бойынша жеткілікті деп тапқан табыс көлемі. Санамызда орналасқан банкке ойша үлес, жағымды аффирмациялар қосуымыз керек. Сондықтан санамызда жеткілікті ақша жинақтасақ, ол шынайы ақша байлық кейпінде бізге қайта оралады. Өміріңізде жақсы жаңалықтың болғанына өзіңізді кінәлі санамаңыз. Оған сіз өз еңбегіңізбен қол жеткіздіңіз. Ол үшін ештеңе төлеудің қажеті жоқ. Сіз өз міндетіңізді атқардыңыз. Кірісіңіз ұлғайса, жұмысыңыз жақсарып келе жатса, ақша құйылып келіп жатса, оның бәрі санаңызда жеткен жетістігіңіз. Рахат табатын сәтіңіз келді. Сондықтан осы жерде ыңғайлы аффирмациялар мынау. Мен өзім қол жеткіздім. Мен осыған лайықпын. Қалаған нәрсемді ала аламын. Алайда өміріңізге алғыс айтуды ұмытпаңыз. Алдында айтқанымдай, әлем рахмет айтатын адамдарды ұнатады.
Басқа қыз-келіншектердің бай еместігіне таңғалып уақытыңызды жоғалтпаңыз. Бәріміз де санамыздың еркіндеміз. Жаңа идеяларға дайын болған жағдайда ғана кез келген адам жаңа өзгерістерге дайын болады. Оны қабылдау тек бізге ғана байланысты. Ойлаған ісіңізге әрқашан қол жеткізуге болады. Оны қабылдау не қабылдамау тағы да өз таңдауымызға келіп тіреледі. Оқушы дайын болса, мұғалім де табылады. Ерте де кеш те емес, дәл уақытында табылады. Қыз-келіншектерге айлық табысының 10 немесе 20%-ын өздеріне жұмсауларын ұсынамын. Бұл соманы кірісіңізден алып қалыңыз. Бұл қаржы күнделікті анау-мынау шығындарға жұмсалмауы керек. Бұл ақшаны жинақтай келе, үй немесе бизнеске арналған ірі саудаға жұмсаған дұрыс. Сонда сіз осы жинақтан қаражатты одан әрі көбейткіңіз келіп тұрады. Аз ғана ақшамен бастасаңыз да, белгілі бір соманы жиып қоюды ұмытпауыңыз керек. Қаншалықты тез жиналатынына таңқалатын боласыз. Өзіңізге жақсылық жасау өзіңізді жақсы көрудің бір көрінісі. Шіркеудегілер Құдай жолына құрбандық дей отырып шіркеудің атына садақа жіберуіңізді қалайды. Алайда сіз өзіңіз Құдайдың бір бөлігісіз. Дүниенің бір бөлігісіз. Егер де діни сенімдеріңіз бойынша садақа беруді құп көрсеңіз, одан ешкім қарсы емес. Алайда өзіңізге қайырымдылық жасауды ұмытпаңыз. Және қашан мол ақша табатыныңызды күтіп отырып қалмаңыз. Кедейлік түсінікпен ешқашан қайырымдылық жасау үшін жеткілікті ақша таппайсыз. Дәл қазір өзіңізге сене отырып, кірісіңіздің бір бөлігін алып қойыңыз. Содан кейін қалған ақшаны шақтап жұмсай берсеңіз болады. Бұл жаттығу өміріңізге қаншалықты жақсылық әкелетінін көріп таң қаласыз. Өзіңізге қайырымдылық жасау қаржылай магнит жасаумен тең. 11-ші тарау. Әйелдердің бір-бірін қолдауы. Бұл кітаппен жұмыс істеу санаңызға қалыптасқан көптеген теріс нанымдарды жоюға тамаша мүмкіндік береді. Қыз-келіншектер бұл мүмкіндікке жету үшін түрлі жаттығулар жасауына, аффирмациялар қолдануына, керемет өзгерістерге қол жеткізуіне, оны басқалармен бөлісе отырып қол жеткізулеріне болады. Топтасып, жұмыс жасау өзгерістердің жылдам өтуіне септігін тигізбек. Әйелдерге қолдау көрсету тобын құру үшін мінсіз адам болудың қажеті жоқ. Алайда бұл идеялар мен принциптерді өз өміріңізде қолдануыңыз керек. Өзгелермен осы идеялармен бөлісіп, оларды тыңдай да білуіңіз қажет. Топқа жеткілікті ету қатысушылардың деңгейіне өсу қаншалықты жақсы әсер етсе, топ басшысына да дәл сондай әсер етеді. Қандай тамаша, өзіңіздің өзгеруіңізге, өсуіңізге берілген мүмкіндік бұл. Әлемде ең басты маңызды міндет өзіңізді және өзгелерді жақсы көру. Қыз-келіншектерді қолдау тобы апта сайын бас қосатын кездесу болуы да мүмкін. Топтағы кездесулер осы кітаптағы тақырыптарды талқылауға болады. Басқа кітаптарын да көмекке келеді. Топпен жұмыс істеу бір-біріңізге өмірлеріңізді айтып, шағымдану үшін жиналуды білдірмейді. Оның орнына бұл топты жеке басыңыздың өсу баспалдағыңыздың бір сатысы ретінде пайдаланыңыз. Бұл топ ескі түсініктерге қолдау білдірмейді де. Осы аптада кімнің тағдыры қиыншылыққа толы болғанын анықтамайды да. Бұл топты жағымды өзгерістерді қолдауға пайдаланыңыз. Жалпы ережелер. Ең алғашқы әрі маңызды жаттығулардың бірі сіздің неге сенетініңізді анықтау. Бұл біраз нәрсеге көзіңізді ашады. Бірнеше парақ алыңыз да әрқайсыңыз жоғары жағына былай деп белгілеп қойыңыз. Менің келесі тақырыптар бойынша көзқарасым. Ер азаматтар, әйелдер, өзім, қарым-қатынас, міндеттер, үйлену, жанұя, балалар, жұмыс, ақша, ақшалай инвестиция, денсаулық, қартаю, өлім. Бұл наным-сенімдер өмір сүруіңізге қажет іштей сенетін, бейсаналы түрде қалыптасқан ережелер. Сіздегі бар жағымсыз пікірлерден арылмай, жақсы өзгерістерге аяқ басу мүмкін емес. Тізім жасалып біткен соң тағы бір қайтара оқып шығыңыз. Сізге жағымды әсерін тигізетін сенімнің бәрін жұлдызшамен белгілеңіз. Бұл сенімдерді әрі қарай дамытып, нығайта түсуіңіз керек. Жағымсыз сенімдер мен мақсатыңызға кесірі тиетіндерін жай түртіп қойыңыз. Бұл сенімдер сізді артқа тартып тұрады. Бұл сенімдерді өшіріп тастап қайта құру керек. Сіз бұдан да көп тақырыптарды тізімге қоса аласыз. Аптасына бір тақырыппен жұмыс жасауыңызға болады. Сонда топтағы әрбір қыз-келіншектердің тізімдегі тақырыптарды талқылауға уақыт жеткілікті болады. Қолдау тобын құрғысы келетін жандарға келесідей ұсыныстарым бар. Бірінші, ойларыңызбен бөлісу үшін тыныш жер табыңыз. Бастан кешкендеріңізбен бөлісіп, бұл топтағылардың шынайы ашылатын орын болатынын нақтылау қажет. Ешкімде мінсіз өмір сүруге міндет емес. Топтың мақсаты өміріміздегі қиындықтарды шешудің жаңа жолдарын қарастыру. Кездесетін орын қонақ бөлмеңіз, конференция залы немесе шіркеуде болуы мүмкін.
Екінші, ешкімді кінәламай бар қалпында қабылдауға үйреніңіз. Ешкімге де не істеу қажеттігін айтпаңыз. Ойлары мен перспективаларын өзгертудің жолдарын ұсыныңыз. Егер адамдарды кінәласаңыз, олар дереу қарсы тұруға тырысады. Үшінші, әрбір кездесу алдында топтың ортасында тұрып келесі аффирмацияларды айтыңыз. Әрбір кездесу барысында жан дүнием, ойларым, сөздерім және қимылдарымды бағыттап отырады. Және мен топты басқарып отырғандықтан мендегі даналыққа сенемін. Топта қиындық туындаса, терең дем алып, жағымды аффирмациялар жайында ойлаңыз. Төртінші, топтың басында келесілерді ұсынсаңыз болады. Уақытыңызда келіңіз. Барлық кездесуге қатысуға міндеттелесіз. Ұзақ уақыт қатысу маңызды. Әрбір қыз-келіншектің бөліскен пікірін құрметтеңіз. Біреу сөйлеп жатқанда әңгімені бұзбаңыз. Қатысушыларды топта бөліскен мәселелерге сеніммен қарауға міндеттеңіз. Қиындықтары туралы айтқанда қатысушылар өздерін қауіпсіз сезінуі өте маңызды. Бүкіл болған оқиға емес, тек басты сұрақ төңірегінде ғана пікірмен бөлісіңіз. Олар мені міндеттеді дегеннен гөрі мен сеземін сияқты сөйлемдерді қолданыңыз. Уақытты бағалаңыз және өзгелердің пікірлерімен бөлісуге мүмкіндік беріңіз. Бесінші, әрбір кездесу барысында барлығының пікір білдірулері өте маңызды. Егер топ үлкен болса, жаттығулар барысында немесе пікір білдіру барысында 5-6 адамнан құралған шағын топтар құрыңыз. Алтыншы, кейде топтың ішінде әйтеуір бір адам көп сөйлейтін немесе басқалардың сөзін бөлуі мүмкін. Бұл адам басқалардан өзін жоғары қойғысы келеді. Ол өзіне адамдар жеткілікті назар аудармауы мүмкін деген қорқынышын жасырып қалғысы келеді. Ондай адаммен топ тарқағаннан кейін бөлек отырып сөйлесу керек. Сыпайы түрде былай деңіз: топпен бөлісетін ақпаратыңыздың көптігін бағалаймын. Менің уайымым топтағы өзіне сенімсіз жандар пікірімен бөлісуге қорқып қалуы. Келесі аптада басқаларға да сөз беріп, олардың сізден бұрын пікір білдіруіне мүмкіндік беруге келісесіз бе? Рахмет. Бұл әйелмен бірге отырып, ортақ бір іспен айналыссаңыз да үлкен көмегі тиер еді. Жетінші, тәжірибе жүзінде қолданылған әдіс-тәсіл мәселені түсінуге көбірек ықпалын тигізеді. Әрбір топтық кездесуге айнамен жұмыс, іштегі бала медитациясы, міндеттісіз сияқты тәжірибелік жаттығулар ұсыныңыз. Сегізінші, икемді болыңыз. Топпен жұмыс жасаған кезде сіз жоспарлағандай болмауы мүмкін. Болу керек нәрсе бәрібір болады. Тағдырға сеніңіз. Тоғызыншы, егер сіз уайымдап тұрсаңыз, немесе өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, терең дем алыңыз да жағымды аффирмация айта бастаңыз. Оныншы, өз пікірін өзгерткісі келмейтін адаммен ұрыспаңыз. Біреудің проблемасына бола көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Топ басшысы ретінде сыртқы жағдайларға қарамастан кез келген адам мәселесін шеше алатынына сенімді болу керек. Шындығына келсек, дерт, қаржылық қиындықтар немесе қарым-қатынас мәселелеріне қарағанда ішкі жан дүние мол күш-қуатқа ие. 11. Әзіл қалжыңды түсіне біліңіз. Қалжың түрлі перспективаларға жол ашады. 12. Топтағы әйелдер өте тереңде жатқан эмоцияларын шығаруы мүмкін. Басқалардың ашу, ыза, қайғы секілді сезімдерінің сыртқа шығуына көмектесу үшін сол сезімдерге өзіңіз төте беруге дайын болыңыз. Терең эмоциялардан қорықсаңыз, психологтың көмегіне жүгінсеңіз болады. 13. Әрбір топтық кездесуден кейін айнаға барып, жақсы жұмыс атқарып жатқаныңызды айтып отырыңыз. Әсіресе егер сіз топтың жаңа басшысы болсаңыз. 14. Топтық жұмыстың басында және аяғында медитация жасаңыз. Жай ғана көзін жұмып, бір сәтке терең дем алса болады. Мен барлығының қолдарын ұстасып тұрғанын қалаймын. Қатысушылар мен жанымдағы адамның қолындағы энергиясын сезінулерін сұраймын. Кейін мен сол бөлмедегі барлық адамның тілектері бір екенін жеткіземін. Әр әйел аман сау, бай болуды, махаббатқа кенеліп, әрі онымен бөлісуді, өзіне ұнайтындай етіп, ойын толық жеткізуді қалайды. Жиынның аяғында бәріміз де өміріміздің сапасын жақсарту үшін жаңа бір ақпарат алғанымызды айтып өтемін. Барлығы да жақсы. Біз қауіпсіздіктеміз. 15. Әрбір топ өзінше ерекше, әр кездесу де түрліше болуы мүмкін. Алдыңызда отырған топтың немесе кездесудің энергиясымен бірге тұтасып кетуге үйреніңіз. 16. Әр кездесуге сізге қажетті медитациялық әуендер, қол айна немесе үлкен айна, қағаз қалам, қол орамал.
май шам немесе хош иісті зат. 17. Қатысушылардан әр кездесуге қол айна мен журнал әкелуін өтініңіз. Өздерімен бірге бөстек әкеліп, соған отыруға медитация кезінде қолдануларына болады, немесе құшақтайтын жұмсақ ойыншық алып келулеріне болады. Қорытынды. Бәрімізде проблемаларымыз көп деп ойлаймыз. Қалай болғанда да бұл проблемалар 4 санатқа бөлінеді: махаббат, денсаулық, байлық және өз болмысын таныту. Көп болып көрінгенмен, біз тек 4 аймақты тазартуымыз қажет. Бәрінен де ең маңыздысы махаббат. Біз өзімізді ұнатқан жағдайда өзгелерді ұнату оңай. Бізді де басқа адамдардың ұнатуына дайын боламыз. Ал бұл қарым-қатынас пен жұмыс жағдайларын жақсартуға септігін тигізеді. Өзімізді жақсы көру жақсы денсаулық кепілі. Тіпті әлемнің гүлденуі өзімізді және өмірімізді жақсы көрумен тікелей байланысты. Өзімізге деген махаббат ішіміздегі бар біліммен бөлісуге, кез келген істі шығармашылық жолмен шешуге мүмкіндік береді. Бәрімізде әртүрлі идеялардың негізін қалаушылармыз. Менің ойымша, қазіргі таңда әрбір әйел жаңа өмір салтын құрушы адам. Олар тәуекелге барды. Жалғыз өздері қорқынышпен күресулеріне тура келді. Қиындық пен кедейлікте өмір сүрді. Паналайтын жер мен ас суын өздері табуға тура келді. Тіпті олар тұрмыста болған күннің өзінде де жолдастары ұзақ уақыт алыс сапарлармен жүрді. Әйелдерге өздерін де, балаларын да өздері қорғауларына тура келді. Қажет нәрсенің бәрін өздері іздеп тапқан. Осы елдің іргетасын қалауға атсалысты. Сол жігерлі әйелдер болмағанда, ер кісілер Америка елін қазіргідей қуатты елге айналдыра алмас еді. Қазіргі таңның бастамашы әйелдері біз сияқты арулар. Өзіміздің мүмкіндіктерімізді толық ашуға және ерлермен тең дәрежеде болуға барлық жағдай жасалған. Туған жеріміздің гүлдегенін және бар қыз-келіншектердің жағдайы жақсы болғанын қалаймыз. Егер өмір аруларымыздың жаңа жетістікке немесе еркіндікке итермелеп жатса, оның бір себебі бар. Сол сәтті өз пайдамызға шеше білсек жеткілікті. Өмір сүру үшін жаңа жолдар қарастыру керек. Қоғам белгісіз бағытта алға жылжуда. Біз қандай жетістіктерге қол жеткізуге болатындығын жаңа ғана үйреніп жатырмыз. Көп нәрсені үйреніп қана қоймай, барымызбен бөлісіп те отыруымыз қажет. Қоғамның қай бөлігінен болсақ та бәрімізде жаңа өмір салтын құруға мүмкіндігіміз бар. Қалай өмір сүруді өзіміз таңдаймыз. Қалай өмір сүрсек те мүмкіндігімізге ешқандай шектеу қойылмаған. Әрбір қабілетімізден рахат алғанды қалаймыз. Эмоционалды даму көрсеткіші бойынша дәл қазіргі сәтте әйел адам эволюциялық дамудың ең жоғары сатысында. Сондықтан дәл қазіргі уақыт өз тағдырымыздың қандай болуын таңдауға ең қолайлы сәт. Біз орнатқан артықшылықтар өмірдің жаңа стандарттарын қалыптастырмақ. Бұрын бізде болмаған мүмкіндіктерге иеміз. Басқа қыз-келіншектермен байланыс орнатып, бәрінің өмірін жақсартатын уақыт жетті. Бұл өз кезегінде елдердің де жағдайының түзелуіне оң әсерін тигізбек. Әйелдердің көңілдері тоқ, бақытты болса, олар тамаша серік, керемет қызметтес және аяулы жар болмақ. Ер азаматтар үшін де өздерімен тең дәрежедегі әйелмен өмір сүру ыңғайлы. Әйелдер арасындағы байланысты күшейту қажетпіз. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп, бірге даму керекпіз. Қолымыздан келгеннің бәрін үйреніп қана қоймай, бар жеткен жетістіктерімізді балаларымызға, немерелерімізге тапсыруымыз қажет. Сонда ғана келесі ұрпақ ана-әжелеріміздің басынан өткен қиыншылық пен қорлыққа бой бермейтін болады. Бәріміз бірге жұмыс атқара отырып, әйелдерге тиесілі еркіндікке қол жеткізіп, өзімізді басқаларға мойындата аламыз. Өзіңізді және өміріңізді жақсы көріңіз. Сіз ақылды, мықты, іскер, өзіне сенімді, тамаша әйелсіз.